Армысыздар, құрметті көрермен, ұлттық арнада ниет тележобасы. Қайырлы күн. Қазақ халқы қонақ күтуді де, қонақ болып қыдыруды да жақсы көрген. Асың барда ел таны беріп жүріп, атың барда жер таны желіп жүріп деп, ер азаматқа үйінде отыра бермей, ел көр, жер көр, көппен аралас деп кеңес берген. Бала жасынан осындай рухта тәрбиеленген жас жеткіншектер ер жеткенде сол ғұрыпта беріп ұстап, әр уақытта көргенділікпен ел аузына ілігуге тырысатын. Я егерім, адам болар бала қонаққа үйір деп халық тегін айтпаған. Ал қазірше? Бүгін біз қазіргі кездің қонақ күту әдебі жайлы пікір таластыратын боламыз. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Қонақ жайлығымызда не өзгерді? Студия қонақтары қазір қонақ жайлық дәстүрі жайлы не білет, не айтады алдымен таныстырып өтсек. Гүлжазира Берікқызы журналист. Қазір көбі көршілермен араласпайды. Қонаққа бірінші көршілерімді, жаңа ортаны шақырғанды жақсы көремін дейді. Түймегүл Ғалымқызы Абиева Шымкент қаласынан арнайы келіп отыр. Түнгі сағат 2-де қонақ келсе де атып тұрып күте береміз дейді. Гүлсана Істілеуова аспаз, танымал адамдар үйіне қонақ шақырса, дастарханды Гүлсанаға дайындатады. Баянғали Әлімжанов жазушы. Қонақ келсе құт келеді, бірақ ысырапшылдық болмау керек дейді. Қош келдіңіздер студиямызға. Бүгін барынша әңгімеге кірісейік. Енді бірінші сұрақ, қонақты қаншалықты жиі күтесіздер? Ортақ сұрақ. Аға, сізден бастайық. Бізден бе? Қонақ жиі күтесіз бе? Алдымен. Қонақ енді қазір жиі күтем деп айтпаймын. Және жиі күткімізде келмейтін заман болып тұр қазір. Енді карантин болғалы, өздерің білесіңдер, көріп отырсыңдар. Ал негізі бейбіт тыныш заманда өзінің орны ретімен иншалла келіп атқан қонағымызда арнайы шақыратын қонағымыздың өз орындары бір төбе. Бірақ енді осымен қысқартайын ба, жоқ ары кете беремін. Айта беріңіз. Мысалы, қазақ қонақжай халық дейміз. Бұл қонақжайлық қайдан келген негізі бізге? Ең алдымен арғы түбіне барсақ, баяғы көшпенді заманында бұл өмір сүру салты болған. Мысалы, қазақ өзі қонақ күту, өзі қонаққа бару, бұл өзінің өмір сүрудің қажеттілігі болған. Өйткені айдалла келатыр, бір үйді көрді, барып түседі, оны қонақ қылады, немесе өзі қонақ қылады. Ол өте бір өмірдің салты болған өмір сүрудің. Шетелден келген ғұламалар жазып кеткен екен саяхатшылар. Қазақ даласына бір шетінен кіріп, бір шетінен шыққанша айлап араласаң да бір тиын ақшаң шықпайды. Астыңа көлікті іздемейсің, қонақ үйді іздемейсің. Міне бұл осындай халық деп мадақтаған. Енді аталарымыз ол шетелден келген қонақты екі есе ардақтап күткен болар. Себебі елдің жақсы атын шығарады. Елге олар тану үшін келді, білу үшін келді, біздің жақсы жағымызды көрсін дегенде талап болған. Бірақ енді қазір заман өзгерді, ол көшпенділер заман, біз қазір капитализм заманында тұрмыз. Енді капитализм заманында көшпенділердің моралімен өмір сүргіміз келеді тағы да. Бұл екарда қайшылық қиыспайтын жерлер өте көп. Сондықтан біз бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы осы арнада өрінер. Ал енді мен жеке басыма келсең, менің атам Әлімжановпын ғой, менің атам Әбіш ақкөңіл болған сонда көшеде бір кездескен кісіні үйге алып келіп қонақ қыла береді екен. Сіз ондаймыз? Сіз ондаймыз? Мен ондайдың, ой, жас кезімізде бізде де ондай болды. Құдай-ау, тіпті бір Москваның түбінде тұратын гвардейский Кантемировский дивизия деген әскер бар екен. Соның бүкіл офицерімен көшеде кездесіп, танысып, біраздан кейін брат болып, әңгілермен де қонақ болып кеткен кезіміз болған. Қазір ойласам ол жастық әрине. Енді кезінде біз ондай апыр-топыр қонақты бізде жақсы көрдік. Қазір жасымыз ұлғайды, енді әрине бәрін шақтап өзі орнымен ретіне қарайтын кезге келдік. Әрі заман соған әкеле жатыр бізді. Гүлжазира, сіз қонақ күтесіз бе жиі? Енді мен де аға сияқты карантин басталғалы қонақты жиі күтіп жүрген жоқпыз. Мүлде қонақ шақырған жоқпын осы көктемнен бері. Карантинге байланысты. Карантин кезінде. Оның үстіне көшіп кетіп, кішкене ыңғайсыз болып жатыр. Әлі қонысымыз бекімей жатыр, бірақ қонақ шақырғанды жақсы көреміз орнымен. Біз өзі қонақ демалыс күндері үлкен кісілердің барлығы жұма, сенбі, жексенбі қонақ күтеді, не қонаққа барады. Осы 3 күнде негізі аға шын айтыңызшы, шаршаймыз ғой, я? Қонаққа барып, қонақ күтіп шаршаймыз. Оның бір себебі... Бір қарасаң, қазақтың өзі қонаққа бару мен қонақты күтуден басқа жұмысы жоқ. Бір қарағанда. Бірақ бәрі ретімен болу керек. Енді кішкене кемшін тұстарын айтайын деп едім. Бізде не шаршатады? Бізді жаңағы қонақ күтетін әйелдің қонақтарды жаңа таң қалдырам деп 3-4 күн бұрын дайындалып,
аяғының табанын жаңағы нәскей дейміз ғой, шұлығы тесілгенше жүгіріп, осы дастарханға жоқ еместің барлығын қойып, сол шаршатады. Сосын қонақ келген күні жаңағы кейбір үйлерге барған кезде сол үйдің отанасы шаршап, басым ауырып отыр, аяғым сырқырап отыр, көңіл күйі болмайды. Ол кісінің көңіл күйіне қарап, келген қонақтарда тезірек үйіне қайтқысы келеді. Сосын жаңағы ысырапшылдықты айтқым келеді. Көп, шамадан көп дастарханға қаражат жұмсаймыз. Кейде балаларына жем-жидек алмайтын отбасылар қонақтың алдына бәрін үйіп төгіп қояды. Мен соған қарсымын. Иә, бұл тақырыпқа әлі ораламыз. Темегүл ханым, сіз жақта қалай? Оңтүстіктің келінсіз. Жиі қонақ күтетін шығарсыздар. Түнгі 2-ге дейін күтеміз деп отыр ғой. Иә, бізде мысалы кейде болады, нақтылап күтетін қонақтарымыз болады. Үлкен кісілерді арнайы тамаққа шақырамыз, ол кісілердің өзіне арнайы уақыт бөліп күтетін күндеріміз болады. Ал кейде болады жол сапармен, іс сапармен біз жолдың аузында тұрғандықтан жаңа автобустан тыс қалдық дейді. Сол кезде біздер уақытпен будильникке қойып тұрып келетін қонағымызға арнайы дайындалып, ол кісіге арнайы дайындалмаймыз, өйткені ол жолай келген қонақ болғаннан кейін барын қоямыз дастарханға. Ең бастысы қонақ күткен кезде мен барын қойып, артық шығындалғаннан көрі шынайы ниетіңмен күткен дұрыс. Күліп, мысалы түнгі 2-де келеді ма, таңғы 4-де келеді ма, шынайы күліп, ырза болып, қош келдіңіз, шаршаған жоқсыз ба деп. Кейде сол келетін қонақтарымыз осы алыс сапардан келсе, моншасына дейін дайындап, 5 бармағына дейін дайындап, 2 қызым бар, Аллаға шүкір 9-да 8-де. Мен қамырымды жайып атсам, ол қыздардың дастархан дайындасып жатады. Олар да үйреніп алған. Иә. Танитын адамдарды күтесіздер? Әрине, өзіміздің мысалы құда жекжат, ағайын туысқан деген сияқты өзіміздің туысқандарымыздың өзі бір әулет деп айтамыз ғой, бір әулет емес. Автобустан қалып қойған дегеннен кейін ойланып қалдық та, олардың барлығы таныстар ма деп. Сапармен келетіндер болады, өзінің жаңағы шаруалармен келетін кісілер болады, соларды түнгі 4 деме, 2 деме арнайы шын көңілмен, шын ниетпен, шаршамай күтесіз ба? Мысалы- Айтыңызшы, арасында демалғыңыз келетін шығар. Мына кісілер неге бүгін Мысалы неге жаңадан деп? келін түсіретін болсақ, құдалық күтетін болсақ, түн 1,5 суткілеп, тәуліктеп ұйықтамайтын күндеріміз болады. Мысалы жүгіріп барамыз да түнгі 5:30, таңғы 5:30-да сиырымды сауып келемін, 4-5 сиырды сауып келеміз. Содан ары қарай 1 сағат ұйықтасақ ұйықтадық, ұйықтамасақ үлгермей қаламыз дейміз да, бауырсағымыз азанға свежий болып піссін деп, бауырсақтың қамырын иілеп, шара қылып дайындап қоямыз. Бірақ күшті көңіл күймен жүресіз. Мен болдым Шымкентте, өте жақсы қарсы алады, иә? Өйткені бізде сразу біліп қояды. Не болды, шаршап тұрсың ба? Енді қалай енді? Соны көрсетіп қоясыздар ғой. Жоқ, бізде сразу эмоцияға берілген. Сәлемімізді саламыз, саламатсыз ба, қош келдіңіз, төрлетіңіз, арнайы бөлмелерге кіргізіп қоямыз. Өтірік па? Өтірік. Өтірік емес, шынайы күтеміз. Шаршап тұрсаңыз да білдірмейсіз, өйткені сіз келінсіз. Шаршап тұруға бізде шаршауға уақыт жоқ. Хақымыз жоқ дейсіз ғой. Уақыт жоқ. Содан ары қарай қонағымызды күтетін уақыттар болады. Абысындарымыз, қайнапкерлеріміз көмектеседі. Абысындарымыз біздің ыдыстарымызға дейін жуысып, бір-бірімізге солай қонақ күтсеміз. Бізде Гүлсана отыр. Мысалы, сіз сияқты өзін шаршатпай, Гүлсана сияқты аспаздың қызметіне жүгінуге болады. Ауылда абысындардың қызметіне жүгінеміз, көршілердің қызметіне, ағайынның қызметіне жүгінеміз. Бірігіп кетеді ғой ауыл адамдары. Кейбір кісілер болады, ақыға беріп жатады, ал бізде абысындар. Абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп. Тамаша. Гүлсана, карантин кезінде енді айтып жатыр, ағамыз Гүлжазира, қонақты жиі шақырып жатқан жоқпыз деп. Ал сіздің карантин кезінде көмегіңізге қаншалықты жиі жүгінді? Тоқтады ма осы процесс? Карантин кезінде ол да тоқтады. Одан кейін осы карантин ашылғаннан кейін жаймен басталды. Енді о баста енді бірінші карантиннен кейін өзім де қорқақтап жүрдім. Сол кезде барғанымда мен сұрадым, мен барған үйде ол кісі бір емес 2 күн қатарынан шақырды. Мен ол кісіден сұраған едім, ол кісі өзі дәрігер, бала дәрігері. Сол кісіден сұрағанымда айтты, бұл карантин деп қатты қорқа берудің қажеті жоқ. Ал егер қорыққан адамға ол жақын келеді деп. Сондықтан мен де өзімді кішкене емін-еркін сезінуге тырыстым. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қорқақтап жүрген адамдарға жаңағыдай жақын келеді дегеннен кейін енді өзіңізде кішкене жұқтыру қаупі жоғары болады ондай адамдарға. Енді ол кісі де айтып жатыр, мен мына келіп жатқан 10-15 кісіні мен танимын, оларды білем ауырмағандарын деп. Енді өзі дәрігер болғаннан кейін сол кісінің маған жаңағы
Сөз әсер етті ғой. айтқан сөзі әсер етті. Содан кейін Көбінесе сізге кімдер жүгінеді? Кімдер? Танымал жандар ма, әлде қарапайым жандар ма? танымал жандарда, қарапайым жандарда барлығы кім менің көмегіме мұқтаж жандар енді барлығы қалады? Көбінесе енді мен жаңағы сарафанный радио дейді, мен көбінесе жаңағы мені бір жұмысымды көрген адам екінші туысын айтады, досын айтады дегендей көбінесе солай болды. Мынау жаңа Инстаграм желісін кейіннен ғана қостым мен. Яғни уақыты жоқ жұмыс басты адамдар ма? Үйде отырған келіншектер сіздің қызметіңізге жүгінбейтін шығар? Жүгінеді. Енді ол өздеріңіз білесіздер, көбінесе балалары бар. Сосын қонақ күткен кезде жаңағы енді қонақ күту рәсімін өздеріңіз де білесіздер, жаңағы мынау ресторандағыдай деп жатамыз, сондай әдемі нақыштағы мынау өзіміздің мына қазіргі дастархан жаюдың өзінің әдемілігі бар, сәні бар, мәні бар дегендей. Соның барлығын нақышымен әдемілеп жасап бергенді бәрі жақсы көреді. Сондықтан сол қонақтарды күтуге осының барлығы қажет. Сіз айтыңызшы, сіз психолог болып алдыңыз ғой енді, ас үйде жүресіз. Сол келіп жатқан қонақтардың қанша пайызымен сол жерде үй иелері танысып жатады? Мысалға, біреуінің әйелі білуі мүмкін, біреуінің күйеуінің танысы болуы мүмкін. Қаншалықты, мысалға, қанша пайызы сол үйдің жақындары, таныстары, достары, бауырлары? Енді көбінесе мысалға жаңағы жұмыс, егер күйеуінің жұмысынан келген болса, ол кісілердің әйелдерін сол үйдің егесінің әйелі танымайды мысалға. Сол келгеннен кейін танысып жатады. Ал кейде болады бір жаңағыдай құдағидың сіңілісі бір шақырып қалған кезде соларды танымай жатуы мүмкін. Ал көбінесе өздерінің туған туыс бауырларын, әсіресе мына карантиннің кезінде туған туыс бауырларын, туғандарын, тек қана жақын деген адамдарын. Құдалық болғанның өзінде де сол жақын деп жинастырып, солай шақырып жатыр. Мен айтайыншы, осы карантинге байланысты айтты ғой, қорықпау керек, қорыққан адамға жұғады деп. Негізі біздің көп адамдар ауырды ғой, осы қонаққа барып, тойға барып, жасырынып құдалық жасап, ұзату жасап, сырға салу, осындай кезде бір-біріне көп жұқты. Шын айтамын, біздерде енді қазір ауру бәсеңсіді, қонақты шақырып Инстаграмнан да көріп жатырмыз, бірақ әлі де қауіпті, сондықтан топырлатып қонақ шақыру кішкене әлі де қоя тұру керек сияқты. Денсаулықты ойлау керек та ол. Гүлжазира ханым енді теледәрігер жобасын жүргізіп көпке қазір кеңес айта алады. Ол турасында расымен. Бұл дәрігер біліп айтып отыр. Негізі жаңалғы қорықпайды екен де бір-біріне сығылысып отырып қанша адам ауырды. Бұл коронавирус деген вирус, көр вирус деймін бұны. Бұл сенің қорықтың ба, қорықпадың ба, оған бәрібір. Сен қонақ жайсың ба, қонақ жай емессің, оған бәрібір. Жұғат бітті. Сондықтан бұл жерде сондықтан сақ болып жүру керек. Тоқтай қал. Бұрын үйге қонақ келсе құрт келеді деп қуаныш едік қой. Қазір қонақ келсе құрт келеме деп қорқатын болдық. Шындығы солай заманның. Өйткені сосын мынау енді шыны керек, қазақ болғаннан кейін бәріміз де қонақ жаймыз. Мысалы мен өз басым 5 жасар бала келсе шәтшілік киім шығады үйге. Анау ренжімей кетсе екен, бір жақсы болып не қылса екен деп тұрасың. Ал оның бәріне біріншіден уақыт қайда? Энергия. Ол сен біреуді мәпелеп, неше күн мәпелеп жүресің. Атаң қазақ айтқан ғой. Бір қонған қонақ құт, екі қонған жұт, үшінші күні зыт деп. Сол секілді бұның бәрінің өзінің өлшем реті бар. Ал мынау аурудың жағдайында мен сіздерге айтайын, өмірде болған оқиға, бір апамыз анау Алматыға, одан неге барып, құдалыққа барып, ауруын алып келіп, өзі қайтыс болды. Үйінде одан отағасы қайтыс болды. Қанша адам не болды? Немесе осы Астанадан ауылда әке-шешемді сағындым деп бір бала барып, бүкіл әулетімен ауырып қайтыс болып кеткен жағдайлар бар. Сондықтан кішкене аяқ тартуымыз керек дейсіз. Аяқ тарту емес, бұдан сақтану керек. Өйткені бұл деген әрбір деңгеймен терең деп айтайын, әңгіме осыдан қозғалып кетті ғой ақыры. Біз деген мысалы жаңа басын бастадық қой, бұрын атам қазақ шетелден келген, алыстан келген қонақтың бәрін күтуші еді, біріне бір барушы еді. Оның мәдениеті болған культура. Неге десең, қонақ келсе, ол жаңа ақпарат әкеледі. Ол мәдениет таратады, өнер таратады, жыр айтады, ән айтады, анау ауылдың әңгімесін айтады. Болып жатқан дүниеде не жаңалық. Қазіргі айтқанда сенің мынау интернеттің, газеттің, баспасөздің сол қонағың. Енді ол қонақ мына ауылдан ан жаққа барғанда бұл ауылдың жаңалығын айтады. Бұл үлкен целый тұтас институт гостеприимства деген осы мінекей. Ал қазіргі заман ол жүрмейді.
Осы жерден аға сөзіңіз аузыңыз арасында сұрақ қоятын едіңіз ғой, тоқтатайын ба деп. Ана скайппен байланыс болып тұр бізде. Сол шетелден қонағымыз бар. Бізді күтіп отырған әрбір жолаушы кез келген қазақ үйінде қонағасын бөлінбеген еншім деп талап етуге еркі болған екен. Қазақтың қонақ жайлығын өзге мемлекеттегілер тамсанып айтады. Қазір біз Түркия елінен скайп байланысқа қосылып отырған Гүлдара Үсенғалиевадан сұрап көрейік. Ол бізге Стамбул жақтан қосылып отыр. Қайырлы күн, Гүлдара. Қайырлы күн. Қалайсыздар, көңіл күйіңіз жақсы ма? Аман-есен, көңіл күйіміз керемет. Өздеріңіз қалайсыздар? Аман, жұртыңыз шығар. Жақсы, бәрі жақсы. Ал енді Стамбулда қонақ күту қазақ еліндегідей ме? Қалай болып жатыр жағдай? Айтып беріңізші. Енді мына қазақтың басқа ұлттан ерекшелігі қонақ күтуінде деп білемін. Меніңше Түркия мемлекетінде де, түріктердің де өздеріне тән қонақ күту ерекшеліктері бар. Дегенмен де ана бір қонақ болсын, 10 қонақ болсын, қазақ барын дастархан жайып ерекше қонақ күтіп жатады. Ондай Түркия халқында жоқ. Былай айтқан кезде қонаққа шақырып отырады да, бір түрік кофесімен, бір қара шаймен қайтарып жіберіп жатырған жайттар да бар. Бірақ оны біз түрік халқы деген қонақжай емес деп айта алмаймыз ғой. Енді мына түріктің қонақжайлығын тамағынан емес, дастарханынан сынамаймыз ғой. Былай айтқан кезде мына кеше ғана Абай атамыздың 175 жылдығына орай Түркияда Анталия қаласында Абай атамызға ескерткіш ашылды. Одан кейін Абай атында көшеміз бар. Сонымен қоса Абай атында мектеп бар. Бұның бәрі енді қазаққа деген құрмет, қонақжайлық деп білемін. Ал дастарханға келетін болсақ, қонаққа келетін болсақ, мен 5 жылдың ішінде қазақтай қонақ күткен бір түрікті көрген жоқпын ше. Ал енді сіздер біздің қазаққа ғана тән қасиет қой бұл. Ал сіздер сол жақтағы қазақтар жиналып тұрасыздар ма? Осы біздің дәстүрді Қазақстандағыдай тура сондай кім түрік келсін үйімізге қонаққа, қазақ келсін үйге қонаққа бауырсағымызды пісіріп, қазірдің өзіне таңғы шайымызды ақшаймен ашып отырмыз. Міне оразамызды ашып отырмыз, таңғы сағат. Ас болсын. Рахмет, таңғы сағат 9. Тура Қазақстандағыдай, Қазақстаннан келетін қонақтарым болса, тума-туыстарым болса, міндетті түрде қазы алдыртам. Сонымен қоса Қазақстанның шайы, заваркасын алдыртам ғой. Иә. Түріктің шайы ақшайға келмейді. Міне солай. Қонақты сол бір Қазақстандағыдай күтеміз. Түріктер жылқы етін жемейді дейсіз ғой оның үстіне. Ұсынсаңыздар. Жемейді, бірақ енді мына бір дәм татқан адам деген қайта-қайта сұрап тұрады екен. Иә, соны айтыңызшы. Деген түрік болмаса да, татар, Қазақстанда оқыған, домбырашы. Үйге келген қонақ қазының дәмін татқаннан кейін екінші рет қазы бар ма деп сұрап тұрады. Сөйтіп түріктерге жылқының етін жегізіп жатырмыз дейсіз ғой. Жегізіп жатырмыз, иә. Шақырылмаған қонақты үйге кіргізесіз бе? Шақырылмаған қонақты үйге кіргізесіз бе? Әрине. Енді елден жиі барып тұратын шығар Түркияға бір шаруалармен, мысалы үшін емге, басқа да жағдайлармен, иә, сол кезде хабарласып қалып жатса, осындай қандастарымыз бар еді деген сияқты. Сол кезде қарсы аласыз ба? Қарсы аласыздар ма? Ой, біздер мына Қазақстан мен Түркиядағы мәдениет несімін деймін ғой, былайша өзім музыкантпын да, Қазақстаннан емделуге келіп отырған болсын, студенттер болып отырған болсын, қандай қазақ болмасын үйімізге келіп бір дастархан жайып шайымызды беріп жатамыз. Енді Стамбулда емес, қазір мен Сакария қаласындамын. Осы Сакария қаласындағы студенттер келіп, кеше ғана қонақ болып кетті. Қазақтың қонақжайлылығы шетелде жүрсек те қанымызда тұрады ғой. Есігіміз ашық әр қазаққа дейсіз ғой келген. Я сағынып отырасыздар әрине. Елдің жаңағыдай әңгімесін сұрайсыздар Баянғалияға айтқандай. Жақсы, рахмет. Асыңыз дәмді болсын, қонақ үзілмесін үйіңізден. Түріктерде қонақжайлық деген көбіне қонақтарын таңғы асқа шақырады. Түріктерде таңғы ас мәдениеті деген бар. Олар кешкісін емес, түскі асты емес. Мысалы біздер таңғы аста қонақ шақырмаймыз, көбіне кеште, болмаса түске шақырамыз. Құрметті қонақтарымызды, иә. Неге қызық екен? Иә, таңғы асқа құрметті қонақтарын шақырады. Одан кейін әр жұманың соңында өздерінің ет жақын туысқандарын, бауырларын, шаңырақтың үлкендерінің үйіне шақырады. Бас қосып, аптаның соңында таңғы аста жиналады. Таңғы аста олар деген неше түрлі деген барын қояды. Ендіші,
түскі ас пен кешкі асқа қоймаса да таңғы асқа қояды барын. Түріктердің ерекшелігі сондай. Сіздер жаңа түріктерге қонаққа барып қалып жатқандарыңыз түсте кешке шығар. Таңға қарай барыңыздар енді біраз нәрсеге тойып. Ауыз тиіп қайтасыздар. Таңғы асына да кешкі асына да бардық қой. Бірақ енді таңғы асы ерекше. Ал ерекшелігі неде оның? Не ұсынады? Қандай тағам түрлерін? Енді былай ғой, біздер таңғы асқа қатты мән бермейміз. Біз қазақ халқы кештен қалған жылытпа тамақты да жеп жатамыз, иә. Біз үшін деген таңғы астың бір ерекшелігі маңызды емес, әйтеуір бас қосып отбасымызбен таңғы асымыз ішіп жұмысқа шықсақ маз біз. И то деген жұмысқа тамағымызды ішпей-ақ шығып кетіп жатамыз. Ана Қазақстанда жүргенде түріктер міндетті түрде таңғы асын отырып отбасымен ішіп шығу керек. Не ұсынады тамаққа? Дастарханға не қояды сыйлы қонағына? Дастарханға не ұсынады дегенде бұларда енді зәйтіннен бастап неше түрлі жаңағы сүтті тағамдар деген пенердің, сырдың түр-түрі болады. Ол үшін түріктерде деген көп нәрсе бар ғой таңғы асқа. Бөрегі, пидесі, иә, бәрі тұрады шығар дастарханда. Поча дейді, бөрегі бар. Ыстық тағамға не қояды? Мысалы, құрметті қонағына не ұсынады? Міне, таңғы аста енді ыстық тамаққа деген мерзімек сорпасы бұларда таңға да кешке де түске де беріле береді. Мерзімек чечевичный сорпасы ше. Сорпамен тойдырады екен ғой. Первыйға сорпа болады. Одан кейін жаңағы мына көріп отырғандарыңыздай зәйтін бар, пенер бар, сыр бар, соларды қояды. Енді ол түсінікті енді. Енді сыйлы қонақ келді. Біз ет бас тартамыз, мысалға. Табақ ет барады алдарына. Ал ол жақта не барады сіздердің алдарыңызға? Ет келмейді ғой. Тіпті қонаққа барған кезде ет жемей айтатын кездер де болады. Ренжіп отырсыз ғой, ет келмейді ғой деп. Шөп шалаң көп дейді. Рахмет, рахмет. Рахмет, Гүлдара. Ел жаққа келіңіз, ет жеп қайтасыз. Етті сағынсаңыз бізге келіңіз, жарай ма? Қазы қарта. Рахмет сізге байланысқа шығып, бізге бар ақпаратты бергеніңіз үшін. Ас дәмді болсын. Құрметті көрермен, біз бүгін қонақжайлық жайында әңгіме тарқатып отырмыз. Айтар ой, қосар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде бізге тікелей эфирге хабарласыңыздар. Қазір бізде шағын үзіліс. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, ұлттық арна эфирінде ниет. Біз бүгін қонақжайлық жайында әңгіме қозғап отырмыз. Қосылыңыздар, пікір қосыңыздар. Ал қазір Түймегүл ханым, сізге бағанадан бері қойғым келіп отырған сұрағым бар. Мен оңтүстік Қазақстан облысын аралаған кезде съемкамен түрлі жағдайларға куә болдым. Тіпті сағат 12-де съемканы аяқтап жатқан кезде түсірілімді қойды сойып тастап жатады сол кезде. Бауырсағын пісіріп жатады. Бір емес 5 түрлі тамақсын ұсынасыздар сіздер. Жатар алдында мен айтам, мен тамақты іше алмаймын, ертең таңғы съемкам бар, қорыта алмаймын десем, ренжиді кәдімгідей. Тамақ асатуы бар ол кісілердің. Мен сіздерде өте көп қой. Қалай сол ысырапшылдық қой бұл? Өйткені бізде құда күткен кезде, алыстан жаңадан туысқандарды таныстыру болады, танысатын кезде, мысалы, салаттың түр-түрін арнайы қоюымыз керек, ол міндетті түрде болу керек. Дастарханда бос орын қалса бізде ұят сияқты саналады. Ысырап қойын, қанша тамақ қалып қойын? Кейде ысырап болады, кейде ретімен қоятын кездеріміз де болады. Ол ысырапшылдықты. Құдай тамақ береміз, кішігірім жаңадан түскен келіндер таныстырған кезде дастарханды аса толтырмаймыз. Бізде де қонақ күтетін кезде арнайы дастарханның өзінің мәзірі бар, түрі бар. Сол сияқты күтеміз. Егер жаңадан келген құдаларды күтетін болсақ, біз дастархан міндетті түрде толтыруымыз керек. Жаңадан шыққан салаттың түрлері бар. Тағам 5 бармақ, 5 бармақтан кейін сорпа, болмаса жаңағы кәуап деп жатамыз, соларды ұсынамыз. Ол міндетті түрде бізде. Қанша, неше ыстық тағамға дейін бересіздер? 4-5. Айтып тұр ғой, 4-5 тамақ. Дастархан деген соның барлығы желіне ма? Желінбесе ағайын туысқа береміз. Желінбей қалып кеткен кездер ағайын туысқа береміз. Жаңағы көмектескен абысындарымызға береміз. Оның бәрін жеп табыстау мүмкін емес, бірақ жаңадан келген құдаларға, ағайын жекжатқа біз дастарханды толтырып қойып, ол міндетіміз сияқты. Бір-бірлеріңізбен жарысасыздар ма? Жарыспаймыз, бірақтан әр үйдің өзінің жаңадан... Соны әдейі сұрап отырмыз. Бәсеке ғой, бәсеке. Жаңадан шыққан салаттың түрлерін қоямыз. Баян Қалияға осыған қатысты не айтасыз? Бұл деген барып тұрған ысырапшылдық қой, Енді ол үйтіп
бүйтіп айтсақ ертең бүкіл оңтүстік Шымкент өкіп келер енді. Мен өзім талай болғам ол жақта. Сіз тігісін жатқыздырып айтыңызшы. Алармен аралас құралас дастархан дәм татты, ол ниеттеріңе рахмет. Бірақ жалғыз сол оңтүстік қонақжай екендігін ұмытмау керек. Қазақтың қай жері болсын қонақжай. Бәрінде сол. Батысқа барыңыз, балығың басқасын былай. Біздің Арқаның қонақ күтуі тіпті бөлек мысалы. Біздің ол басқа жағы сенің оларға ананың бәрі шөп шалам дейді, оны қарамайды да. Бізге мүшелеп тұрып кәдел етті беру керек. Ет бергенде біздің жақта және бір қойдан 2-ақ табақ, ары кетсе 3-ақ табақ ет болады. Былай қайтып әкеп, олына қоймаса оны. Сосын оны кәдімгідей мүшелеп, таратып, рәсіммен бермесе, ол көңіліміз толмайды. Күткен өзіміздің де, қарсы келген қонақтың да. Сондықтан оның барлығы қазақтың енді қанында бар нәрсе, дәстүрде бар. Бірақ жаңа Түркиядан қарындасымыз сөйлеп жатыр, жаңа түрікті былай қонақ қылады деп. Енді әр елдің өзінің қалыптасқан жолы бар, жүйесі бар. Біздің Қазекеңде кішкене осы жағынан бізде кішкене әсіре шілтеушілік, әсіре мақтаншақтық, әсіре ысырапшылдық бар секілді. Оны келтіріп айтайын. Негізі Құранда айтылған шектен шықпаңдар дейді, кез келген нәрседе. Ол арғы 2000 жыл бұрын өмір сүрген гректің Салон деген философ болған. Өмірдік девизі ничего через меру екен. Ештеңе. Менің 4 класс оқыған әкем айтып отырады, әр нәрсе дәмімен деп. Дәмінен асып кетсе, дәрінің өзі уға айналады. Сол секілді. Абай атамыздың сөзі бар. Әр нәрсенің шегі бар, шегінен асып кетсе, бұл шығып кетеді дейді ол кісі. Бірақ айтады. Ол кісі айтады жарықтық Абай атамыз, біз Алла мен пайғамбардың жолындамыз. Алла мен пайғамбардың жолы шексіз, оны жеке адамға телсең, ол шектеулі дейді. Біз қазір не істеп жатырмыз қарап отырсаңдар. Сондықтан шектен шықпау деген бар, дәмімен әр нәрсенің, реті деген бар. Бұл жағынан келгенде бізде кішкене әсіре ысырапшылдық өте көп. Сонда баяндалған. Сүлеймен пайғамбар кезінде Құдай тағаладан тілетті. Керемет пайғамбар ғой енді құдірет асып тұрған. Я Алла, мен осы бүгінгі жан-жануардың несібесін мен берейінші деген ғой адам. Алла тағала рұқсат берді пайғамбарына. Содан қырды дейді, малды қырды, балықтық әкеліп аулады, түгел жемісті барлығы сіз айтқандай даланың бәрін дастархан қылып. Енді осы жер бетінде қанша адам бар, қанша жәндік бар, соның бүгінгі несібесін мен беремін пайғамбар деп отырды дейді. Сөйтіп отқанда мұхиттан бір балық шықты дейді, аузын ашып. Я Сүлеймен пайғамбар, Алла тағала бүгінгі несібеңді сен береді дегеннен кейін саған келіп тұрмын, маған тамақтандыр деп айтты дейді. Мен тамақтан жей бер деген әлгі балық деп бір тартқанда Сүлейменнің бүкіл жинаған асы жұтып қойды дейді. Сосын я Сүлеймен, мен тоймай қалдым, маған тағы тамақ бер дегенде мен бүкіл жинағанымды жеп қойдың жаңа, сен енді осы депті. Сонда балық айтты дейді, мен Алла тағала маған күніне осындай 3 есе тамақ беруші еді. Алладың берген несібесі. Бүгін сенен кеп тамақ ішемін деп мен аш қалдым деп ары қарай жүзіп кетті дейді. Сонда Сүлеймен тәубасына келген екен. Демек, сіз қаншама қонақ жай болыңыз, қанша дастархан жайыңыз, сіз ешкімді онымен асырамайсыз, ешкімді тойдыра алмайсыз. Екіншіден, бұл енді ысырап деген нәрсені Құдай сақтасын, әсіресе мына заманда. Мен бір сұмдық мысал айтайын. Ертеректе мына 90-шы жылдар ауылдар күйрей бастады ғой, қирап. Сол кезде тексеруші жібермей ме мына неден, республикадан? Тексеруге барады кісілер. Анау келгесін ол қонақ күту керек қой. Қонақ ойбай, семіз малды сояды, бауырсақты пісіреді, сары майын үйіп төгіп қояды. Ауылдың жағдайы күйреп жатыр деп тексеруге келген кісі, ананың бәрін көріп ішіп жеп кеткесін, ой, бұлар керемет ағыл тегіп, дастарханы май деп, сонымен өздері зиян келген кезде болған. Бізге қазір хабарласқан көрерменді қабылдайықшы. Қабылдайық. Иә, ол кісінің де пікірін тыңдайық. Сәлеметсіз. Алло. Сіз эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Иә, қай жақтан хабарласып тұрсыз? Ақтаудан хабарласып тұрмын. Мен жаңа ғана Шымкенттің қызына қосылмаймын. Ол дегенде не масқара? Ол показуха дейді ондайды. Бар тамақты мен қоя берем деген дұрыс емес қой ол дегенде. Ол неге ешкім жемейді, ешкім не қылмайды. Жейтін адамның жейтін конкретный, качественный тамағын қою керек. Кәдімгі натуральный, дұрыс. Мысалы қандай? Мысалы біздің жақта біз мінекей мен 70-ге кемпірмін. Бірінші ет берем. Мен жақсылап тұздалған етті берем. Етті жеп алған кісі не жейді? Екінші шайда сладспенен, бауырсақпенен шай берем. Соған довольно. Ол екінші второй пісіріп, баяғыда пісіріп көріп жүрдік. Ауызда тимей, жайында қалады. Олар деген болмайды, ол қазіргі заманда дегендер. Немножко қарау керек қой. Адамның жейтін тамағын қою керек. Шымкентті білеміз, жемейтін тамаққа дейін, тарының талқанына дейін, тарға дейін қояды. Кім тары жеп отырады? 5 тармақ жеген адам.
көшеде не етеді, кәмпиттің әлгі түрін, қызылын, сарысын, несін қояды. Иә. Қатырдыңыз, апа. Это показуха. Ондай дастархан болмайды. Дастархан качественный. Сіздер жақта апа не қояды дастарханға? Қалай күтеді? Айтты, иә, оны айтты. Апа, бұның бәрін біліп отырмыз ғой, күліп отырмыз, бірақ сонда да бір-бірімізбен жарысып қойымыз керек қой дастарханға түр-түрін. Иә, Гүлсана, айтып кетіңізші. Мысалға, қазіргі күні біз шөп шалам беріп жатырмыз. Шөп жеп қайттық деп айтады ғой біздікілер. Шөп жеп қайттық деп. Жоқ, дұрыс емес. Жақсылап салат жасау керек. Жақсылап адамның жейтін салаттан. Судан болсын, мен Чемкенский келеді білем олар. Чемкенский вариант, Жапакош олар. Мына кісілердің орны жарваңдап келеді. Жақсы. Апа, сіз үзілмеңіз. Темекі жауап бере қойыңыз енді, апа. Телефонда тұрыңыз, қоймаңыз. Темекі. Жоқ, ондай зат қоймаймын. Жейтін тамақ қоямын, не деусің. Байланыста болыңыз. Бұлай деуге болмас, енді ол жақта Шымкентте де, ол жақта да жейтін тамақ қояды. Темекі өзі айтсын. Енді біздер қонақ күткен кезде қазір тамақты бөліп қоятын болдық қой. Мысалы, бірақ жаңадан келген қонақтарға міндетті түрде бешбармақ береміз. Бірақ жаңағы пахазухасымен бүйтіп болмайтын нәрселер қоймаймыз. Желінетін салаттың түрлері, сосын тағамның түрлері, мысалы біріншіге бешбармақ берсек, екіншісіне сорпа. Болмаса, кейбір кісілер айтады, біз өзіміз қонайық, сізде қосайық тамақтың түрінде. Сорпа дегенде кәдімгі сорпа тамақ па? Или еттің сорпасы ма? Жоқ, сорпа тамақ. Ойбай, бешбармақтан кейін сорпаның лапша Аса шығып ысырапшылдық емес пе, жаңағы 5 салаттың түрін бесеуінде төкілмей қалатын кездері болады ғой. 5 салаттың түрі болғанда біз прям толтырып қоймайды. 5 салаттың арнайы өзінің кішігірім ыдыстары болады, соған арнап салатын. Әр тамақтың өзінің ыдыстары болады, соған арнап. Кейде ысырапшылдық болып кетеді, ал кейде ысырапшылдыққа жол бермеуге тырысамыз. Негіз бар. Қоса кеттіңіз. Ападан сұрайықшы, ападан. Сіз Шымкентте қонақта болдыңыз ба? Шымкентте қонақта болдыңыз ба? Болдым деймін, жаңағыда жемейтін тамақтар, тіпті келген тамақтар қояды. Болдым. Тары беріп қатырған ғой апамды. Сосын тойға шақырғанда саны жоқ, сапасы жоқ, 300-400 адам шақырады. Оның кім келгені, кім келмегені, саған внимание жоқ. Вот міне адамға көңіл бөлу керек та келген қонаққа. Рахмет, апа. Аман болыңыз. Жақсы, апа. Сіздің пікіріңіз үшін маңызды. Апаның айтып отырғаны дұрыс бір жағынан. Енді өйткені Шымкентте бізде мысалға Астанада қалай дайындаймыз, ресторанда қалай дайындаймыз, біз сол бойынша. Мына кісі айтып жатыр ғой, міне аспаз біз өзіміз 2 күн дайындаламыз, қонақ келгенде шаршап тұрамыз деп. Дұрыс айтады, қонақ келгенде негізі адам шаршамау керек. Оның көңіл күйіне мына кісі айтып жатқандай, көңіл күйі жаңа бір жұмысты істеп уже қонақ келгенде бүйтіп былай болып қалған, ол да дұрыс емес. Сол үшін кім бар? Сол үшін бізде аспаздар бар. Біз бармыз дейсіз. Біз бармыз, мен бармын дегендей. Оны қалтасы көтермейтіндер бар ғой, адам басын аласыз. Енді ойлаңызшы, сіз ана жерде жүгіріп жүргеннің өзінде сол шаршағаныңыз, сол сіздің сол жұмысыңыз, сол ақшамен ғана өлшенеді. Өзіңіз қонақтың қасында жүресіз, болмаса көңіліңді бөлесіз қонаққа. Көңіліңді бөлесіз, кіріп шығып, мысалға кешеде тағы бір жағдай болды. Ол кісі жаңағы енді мен алдында ескерттім, не ыдыс жуатын адам бар, шақырсаңыз дегенде ол кісі қаламады. Енді ана жақта қонақтар отырған кезде келіп, мына жағын тазалап кетеді. Мен енді ұялғанымнан барлығын енді тазалап қойдым, мен уже кетейін деп жатырмын. Бешбармағымды беріп болдым, кетейін деп жатырмын. Енді ол кісі кішкене жүгіріңкіреп қалды. Ана кісілер уже кеше келген, ол күйеуінің жолдастарының несі жаңағыдай әйелдері деген сияқты олар бар, сынайды, мінейді деген адамдар болады ғой. Біреу сынап келеді, біреу не қылып келеді. Тағы да мен бір айта кететін жаңағыдай мына Шымкент жөнінде енді оңтүстік деп айтайықшы. Өзім Қызылорданың қызымын, өзім жақта да Қызылордада солай жасалынады. Мен тағы бір айта кететін жай, өйткені мына Қызылордада, Шымкентте бізде тәтті, пәтті, салат, асарти бәрін қояды. Ал бізде аспаздар біз қалай қоямыз? Тек қана салат, 3 түрлі салат, 3 түрлі асарти, сосын жаңа сусындар. Сосын бір жарты сағаттан кейін, бірінші тосттан кейін бешбармағын беріп жібереміз. Мына кісілерде қалай шайдың заттарын бәрін, торт, барлығын қойып қояды. Енді сіз қазір былай істеңіз, мәзіріңізді Темегүлге беріп жеріңіз, сосын Темегүл өзі реттейді. Бізде дастархан толтырмаса көңіл толмайды. Кейде мен барып жүрген осы Астанада тұратын Шымкент қаласының тұрғындары бар. Енді ол кісілерге барғанда, ол кісілерге менің жасап жатқандарым бәрі ұнайды. Бірақ ол кісінің үстінен қарайтын абысындар бар. Сол кісілер келгенде сол кісілер келген кезде айтады, мынау жаңағы балық қуырып, кедергі келтіріп жатады дейсіз ғой. Балық қуырып қояды, ол барықты
салмасаң болмайды, тағы бірдеңе қояды. Ондайды қою керек қабысындар бізді естіп отырса, олай жасамаңыздар. Бізге хабарласқан көрермен бар Баянғалияға ренжімеңіз. Қосайықшы, олар да ренжиді. Әңгіменің сөздің реті келгенде айту керек. Ол әңгіме осыдан туады. Мына сіздер енді кішкене акцент жасап жүрдіңдер. Шымкент, оңтүстік, басқа. Барлық регион. Әрқайсысы өзінің қалыптасқан жолымен жүреді бәрібір. Ол солай жүреді дейік. Бұл барлық қазаққа тән нәрсе біріншіден. Атам қазақ айтқан. Табағыңа емес, қабағыңа ризамын деген. Асқаның емес, сасқаныңа ризамын деген. Не молдалар айтады, біреуге берген тамағыңда сен қомсың ба? Өзің біреуге тамақ беріп, ай осы маз болып қалды деп сенің қомсың ба дейді. Біреудің өзіңе берген тамағың қомсың ба дейді. Міндетті түрде ол жаңағы ағыл тегіл жұмыс. Ал енді ол жаңағы жалғыз Шымкент емес, қазақтың осы тіпті осы Астанаң бар, Алматың бар, үлкен тойларында, ресторанында неше түрлі үйіп төгіп қоямыз ғой. Содан ешкім жемейді, аяғында өзі сол тойдан егер байқамай тамақ жеп қойса, кісі ауырып кетеді. Сондықтан бұл кейде біз мен сізге қосыламын, мәселе ысырапшылдықтан, тамақ ішу мәдениетінің өзіміз байқап бір жобаға түсіргеніміз жөн болатын шығар. Бірақ ең басты мәселе мынада, қонақты бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп жатсыңдар. Тоқтық не дегізбейді, жоқтық не жегізбейді дейді. Ал сен олай қонақ күтуге күнде үйтіп жайып тастап отыруға малың болса істейсің. Ал малы жоқ адам несін істейді? Пенсиямен отқан кемпір шал не істейді? Жалақымен отқан мына қаланың қызметкері қалай істейді? Сен үйтіп атам қазақ қонақ жеп оған мен бәрі шаш тастайын дегенмен ол сенің көрпеңе қарап көсілдейді. Енді болғаннан кейін көсіліп тұр ғой аға. Енді бар екен деп шаша бергеннің өзі жөн емес. Шынына келгенде ол қонақ жайлық болу керек шығар, бірақ әсіре дүниенің ол қажеті жоқ дейсіз. Мүлдем қажеті жоқ. Өте жақсы пікіріңіз. Тағы бір көрерменін тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз, мен оңтүстік Қазақстанның тумасымын. Мұнда қонақжайлыққа қатысты мен өз пікірімді айтқым келеді. Мысалы, қазақта құт деген сөз бар. Ал құт қалай келеді? Құт қонақпен келеді. Мен тыңдап тұрсыздар ғой, иә? Иә. Кешіріңіз. Енді мысалы оңтүстікте ысырапшылдыққа жол береді дейді. Жоқ, олай емес. Той болсын, құдай күтсін, ертесіне маслихат жаңағы құдайға шүкір асын беріледі. Мысалы құдай күтсін, той өтсін, бүкіл сол әулеттің ағайын туыстары, келіні бар, інісі бар, жиені бар, барлығы келіп қызмет жасайды. Құдаларды шығарып салған соң ертесіне құдайға шүкір асын өткізеді. Сол кезде тойдан қалған тамақтарды ертеңгі құдайға шүкірді де қолданады. Ол ысырапшылдыққа жол берілген деген емес. Әрбір ағайынның, келіннің, абысындардың жасаған тойда өткізген еңбегінің ертесіне рахмет ретінде бұл бір жағынан. Ешқандай да ысырапшылдыққа жол берілмеді. Мысалы, әрбір тойда келіндер, абысындар қызмет жасайды. Олар таңнан кешке дейін сол үйдің қызметін жаңа тойға дайындық жасағаннан кейін, той біткеннен кейін келіндердің әрқайсының өз сол тойдың дастарханын үлестіріп береді. Сондықтан бұл жерде ешқандай ысырапшылдық жоқ. Қазақ тойға шашылады. Шашылғанда тек қана тойды күн сайын немесе апта сайын өткізіп жатқан жоқ қой. Бір жылда бір өткізер, 2 жылда, 3 жылда бір өткізер. Сол кезде барлығын құдайға шүкір деп бүкіл жиған тергенін ағайын туыстарына тамақ ретінде ұсынады. Пайғамбарымыз айтады ғой, бір адамға бір теңге берсең, ол бір сауап, ал егер ағайын туысты жинап дастархан жайып ас берсең, ол 2 сауап. Ағайын туыстардың мүмкіндігінше етене араласуына ықпал еттім деп айтады. Түсіндік сізді, рахмет көп пікіріңізге. Осы той жасап, жаңа көмектесіп жүрген абысындар, келіндер, көршілер мен көрдім көзіммен. Тіпті сойып шикі еттерді ұрлап кетіп жатыр ғой. Түкте жанашымайды бір-біріне. Жаңа асыра сілтеушілік, аста төк тамақ, оны көрінген артығын үндемей пакетіне салып алып кетеді. Балаларын барып тойдыртады. Жаңа қырғын адам көмектесіп жүрген. Не болса да сол жерден көбірек алып кету үшін мақсат бұл сондаймен жүреді. Қызметке келеді дейсіз ғой. Көбісі, мен мысалы шын айтайын. Бірінші ғой енді. Жақсы. Құрметті көрермен, қазір шағын үзілістен соң біз Америкадағы қонақ күту әдебімен танысатын боламыз. Арнамыздан ауыспаңыз. Ұлттық арнаның эфирінде нет. Біз бүгін қонақжайлық жайында әңгіме айтып отырмыз. Қазір бізге скайппен байланыста Америкадағы жерлесіміз Назым Қанқожа шығып отыр. Назым. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Барлығы. Назым, айтыңызшы, Америкада көбінесе мынау шақырылмаған қонақ өз тамағын алып барады дейді, рас па? Өте рас. Қонақ өз ырысымен емес, ыдысымен келеді. Мұнда қонақтар бір жерге жиналуды немесе бір үйде
кездесуге келетін болса, міндетті түрде өзінің ішетін сусынын, тамағын, жегісі келетін басқа да тәттілерін өзімен бірге алып барады. Бұл қонақ иесіне ешқандай бір ауыртпашылық салмай, сол жерде тек қана бір-бірімен компаниясында рахаттанып, әңгімелесіп, қарым-қатынас құруға арналған жақсы таптырмас әдіс деп ойлаймын. Яғни қонаққа олар сонда өз тамағын алып баратын болса, жай жүздесу үшін, сырласу үшін, сөйлесу үшін бара ма? Көбінде сондай болады, иә. Және де мұнда барлығы жұмыс басты болғандықтан, бұл да бір қонақ иесіне салмақ салмау, яғни оның уақытысын ас үйде өткізуіне, немесе жаңағыдай шаршауына мүмкіндік бермейді. Яғни әрқайсысы өзінің тамақтарын алып келіп, ал сізге сол дәстүр ұнап, өзіңізге ұнай ма? Бізге елге әкеліп жүрмейсіздер ме ертең соны? Әркім өз тамағын өзі апарсын деп. Өте ұнайды, себебі бұл қонақ иесі келген кезде шаршап, шалдығып, менің жасаған тамағым ұнады ма, ұнамады ма деген сияқты бір қандай да бір ой болмайды. Тек қана келген адамдармен сырласып, әңгімелесіп, жақсы жағдайда байланысып. Назым, айтыңызшы, енді бізде қонақ кәде деген бар, қуыс үйден бос шықпа деп біз сыйлығымызды дайындап қоямыз. Ол жақта қандай осындай бір әдептер бар екен, дәстүр? Ол енді мерекеге байланысты, мәселен Thanksgiving деген мереке бар, бұл алғыс күні Америкада өте танымал, өте дәстүрлік мерекенің бірі. Сол мерекеде егер отбасылық жағдайдағы адамдар бір-бірімен кездесіп жатса, олар бірігіп күрке тауық бар, күрке тауықты соларға бір-біріне сыйлық жасап, ол жылына бір рет болатын жағдай, енді жақын достармен, жоралармен деген сияқты, туыстармен отбасылық жағдайда, сол жағдайларда немесе Рождество деген сияқты бір-біріне өте сыйлық жасап жатады. Бірақ барлық уақытта емес, көбінде Америка енді индивидуализммен танымал мемлекет қой, мұнда өзі үшін төлеп жүреді, ол қалыпты жағдай болып есептенеді. Назым, енді аралары алшақтап кетпей ме? Қаншалықты жиі араласады? Жақындары, туыстар, жақындар? Енді бұл отбасыға байланысты секілді, себебі біз осында бір университеттің профессорының үйінде қонақта болдық. Сол кезде ол кісі өзі тамақ дайындады, сыйлықтарын да дайындап қойған кішігірім. Бірақ келген туыстарының барлығы өзімен бірге жейтін неше түрлі тәттілер алып келді. Бірақ қонақ иесі әркімнің қалауына қарай алдын ала не жейсіз, не жегіңіз келеді деген сияқты сауалнама жүргізіп дайындап қойған. Мәселен бізге ескертіп қойды, мына жақта мысалы сізге жеуге болмайтын мысалы халал емес тамақтар бар, ал сізге мен балық дайындап қойдым деген сияқты бір керемет қарым-қатынас жасады. Балаларға да бір нәрсе беретін алдында балада аллергия бар ма, бұл нәрсені берсек болады ма деп ата-аналарынан рұқсат сұрап, және де басқа келген қонақтардың өздері де өздерінің әкелген сүйікті тағамдарын жеп, ішіп, тек қана ойын ойнап, бір-бірімен қарым-қатынас жасады. Мұнда енді уақыт өте тапшы болғандықтан қарым-қатынасқа көп көңіл бөледі, тамақта емес. Енді сіздер қазақтар осы американдықтарға еліктеп кеткен жоқсыздар ма? Қаншалықты жиі өздеріңіз бас қосасыздар? Бостон қаласындағы қазақтар. Иә, біз өте жиі бас қосамыз. Осы жақында да өзімнің Instagram блогымда қонақтың салғанмын. Бірақ біз әлі де дәстүрімізді жоғалтпаймыз енді. Ет асып, кәдімгідей алып келген қазыларымызды қайнатып тұрып, жақсылап жасаймыз. Бірақ кейде болады, барлығымыз өзіміздің тағамдарымызбен алып келіп, бас қосып, жинала салу, ондай да қонақтық түрлеріміз жасай жатамыз. Ол енді өзіміздің шешімімізге байланысты болады. Иә, американдықтардың енді бізде не үйрене аламыз олардан? Бізге қажет пе олардан бір үйрену? Олар бізден үйрене ме? Қонақ күтуге байланысты. Қонақ күту әдебі, мәдениеті? Байланысты менімше артық шығындалмау, барған үйдің жаңағы қонақтың сынамау деген сияқты
нәрселерді алсақ болады үлгі етіп. Себебі біздің қонақ болып барған себебіміз сол адамды көру, сол үйге барғандағы адамдармен тілдесу, бір пікірлесу, бір жетпей жатқан қарым-қатынасты толтыру емес пе? Сондықтан сол жағына қарай көңіл бөліп, сол нәрсені үлгі алсақ болады. Әрине, әр ұлттың өзінің бір ерекшелігі бар. Қазақтың қонақжайлығымен танымал болғандықтан өз дәстүрімізде жоғалтпауымыз керек. Әрине, жоғалтпаңыздар, себебі мен білемін, сіздердің араларыңызда солардың дәстүрін ұнатып жүретіндер бар өзі. Мүлде қонақ шақырмай. Жақсы, сәлем айтыңыз сол жақтағы қазақтарға. Аман болыңыздар. Қонақ күту мәдениеті деп жатырмыз ғой енді. Шынымен де, оған қашан біз келеміз? Жаңа неден бас тартуымыз керек, Баянғали аға? Мен білмеймін, айналайын, оған қашан келген шығармыз, енді қашан ұзақта жүреміз. Бәрібір әлі. Тұра тұрыңыз. Зиялы ұлтпыз, қаншама өстік деп жатырмыз ғой. Қарап olsam кейде менің жаным ауырады осы мысалы. Баяғы заманда қонақжай қазақ болғанда, міне көріңіз, сіз киіз үйде отырсыз айдалада. Айдалада бір арып ашық келатыр. Бұл құдай қонақпын деп келеді. Сіз оны ас бересіз, су бересіз. Міне сауаптысыз. Сіз оны қоректендірдіңіз, қарсы алдыңыз, қабағыңыз беріп. Қазіргі заманда не әкетіп баратыр мысалы? Сіз көшеден келатқан адамды әкеп үйіңе қонақ қылатын болсаң, есі дұрыс адам оны жасамайды мына заманда бір. Екіншіден мен жай қарап ойланып отырмын, кең айтсаң, адам бұл дүниеге қонақ. Бір-бірімізге қонақпыз дейміз, ол қонақ болып міндетті түрде жаңа үйіңе барып, сол тамақ ішіп бірге отыру емес қой. Міне сілер. Мен бүгін өзімді осы Қазмедиа телеарнасында қонақ болдым. Мен бүгін Гүлназға, Әйгерімге, Гүлжазираға, мына екі қыздарыма қонақ болдым деп отырмын өзімді. Неге? Біз бір-бірімізге ықыласымызды бердік, ниетімізді бердік, бір рухани қонақ болдық. Енді осыдан кейін отырып тағы 3 сағат бірдеңе жейміз деп, бірдеңе езіп отыратын болса, оның сәні қалмайды. Міне сондықтан бұл қонақ болу дегеннің біз адам бір-бірімізге қонақпыз, сыйластық, қас-қабақ деген бар. Ал енді қонақ күту мәдениеті, міне жаңа ананы тыңдап отырмын, Американың өзінің жолы бар. Жаңағы қазақтың өзі бөлінеміз ғой, жаңа мына оңтүстік адамдар өзінің жолы бар, солтүстік өзінің жолы бар. Бір қазақпыз, бір күтім, бір сыйластық бар бәрімізде. Енді біз тек қана қонақ бола аламыз ба, қонақты күте білеміз ба деген сауал туады. Қонақ келген адам бұрынғы заманда мен бала күнімде есімде үйімізге қонақ келетін, кейде танымайтын кісі келіп қонатын біздің үйге. Жолда қалып қойды, машинасы сынып, мен есімде. Сол кісі қанша әңгіме айтты, соны әке-шешеміз тыңдататын ана. Жақсы қонақ келсе. Ақсақал адамдар келсе, отырып тыңдаңдар сөзін дейді. Енді кейде болады, қонақтың да қонағы бар ғой, бетімен лағатын, аузына келгенін айтатын кісілер болады, үлкен кісі болса да. Сол кезде ақырын бізді кеттеп қуып жіберетін. Демек ана қонақтан білім тәрбие алу. Енді осы күнгі қонақ адам бір-біріне келгенде бір үлкен бір рухани байытып, әңгімесін айтып, сырласып, сыйласып аттанады ғой. Солай ма? Бізде қазір қалай кейде келеді, телевизорды қойып қоямыз. Телефонда отырады ғой аға бәрі. Оған келейін, иә. Телевизорды қойып қоямыз мысалға. Бір киноны көреміз. 2-3 сағат бас қосады екенсің. Сонда сен маған керегің жоқ, сенің керегің жоқ, мен анаған қарап отырамын деген сөз бұл. Ол қалғандай сосын телефонға жабысып отырады. Ал ол не қонақ болады, біз келгесін ат души арқа жақта болу. Бұрын ақпарат алмасты ауылдан ауыл. Қазір енді бізде бәрі ақпарат бар да, кейбір қонақтар жаңағы өсек аяң әңгіме болып кетеді. Сол үшін мен қонақ шақырған кезде кішкене жаңа сіз айтқандай рухани байысын, қонақтарымыз жақсы көңілмен кетсін деп домбыра тартатын жігіт шақырамын, ән айтқызамыз, бір ойындар ұйымдастырамын, немесе бір тақырыптарға байланысты біз отбасылық достар, соған байланысты дайындалып келеді. Бір әннің тарихын айтады дегендей, әйтпесе құр тек тамақ жеп, ісіп кеуіп, жаңа етті жеп, тойып, тортты жеп, аяқтарының аяқ киімі сыймай, ісініп кеуіп, шаршап кетіп жатады кейбір кісілер. Жаңа адамның көзі тоймайды ғой. Рухани демалып қайту керек дейсіз ғой. Толтырып тамақ қойғаннан рухани демалып, қазір әңгіме айтатын да кісілер жоқ. Жақындасаң әншінің өмірі, анаумен ажырасты, мынаумен қосылды, немесе жаңағы саясат, біз білмесек те бір-бірімізді саясатпен соямыз. Бір рухани, бір әннің тарихын айтайын-ау, бір нәрсені бір білейін-ау, жақсы дүниені игерейін-ау деген жоқ. Баянғали аға, сынап кетеді бірақ қазақта мынандай сөз бар, иә? Мың сіз бізден бір шыжып жартық дейді. Енді бұл қарны ашып жүріп жатқан адам. Сол шығарған ба? Болу керек, қазір ешкімнен тамақ іздеп бармайды ғой, шынына келгенде. Ықылас ниетке риза, сондықтан мен жалғыз атын сойып беруші еді ғой баяғыда. Ол енді жалғыз атын сойып берген, ол анау замандағы қазақтарға керек болғандықтан намыстанады, басқа бір сыйл адамдар келіп қалды, беретін түгі жоқ, сойып беріп жіберді, Құдай жөнін береді дейді. Ол кезде оны көріп отқан анау кісілер де ақымақ емес, соған ертең жаңағы
жиналып оның алдына мал сап беруі мүмкін, ағайын жұрты бар. Бірақ шындап келгенде қазіргі заманда ондай моралды ұстайтын болса, сен бала шағаңды аш қалдырып, кредит алып қонақ қылғанды да көрдік мысалы. Ол ақылға сыймайды ғой. Сіз одан жалғыз жалақыңды, бір айлық жалақыңды салып, қонаққа салып жіберіп, сосын арман қарай бір ай бойы бала шаған немен асырайды мысалы. Сондықтан мен аса көп қонақшылдықты, аса көп жаңағы дарақылықты ол ұнатпаймын. Жас кезімізде өзімізде жүріп тұрдық, қонақты да күттік, қонаққа да бардық. Қазір ол мүмкін адам жасыл қойғасын, шығармашылық адам оңашалық жақсы көре ме, содан да болады. Дегенмен өзің қонаққа бір барсаң бір жерге 3 күн қаласың ғой, жұмысың да қалады, ойың бәрі танкі боласың, өзі есің жия алмай жүресің біраздан кейін. Анада ресторанның даңғыры, анау жаңағы ненің бәрі неше түрлі продуктыны қояды, әкеліп, оның ішінде жағатыны бар, жақпайтыны бар, осындай. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл дегенмен бізге мынау заман басқа, етек жеңді жинап, ары қарай айтқанда мына коронавирус деген бәле келді, бізге көп нәрсені көзімізге ашты ғой. Сенің қонақ жайлылығыңда, сенің ақындығыңда, батырлығыңда, қайраткерлігіңде дым қаспай қалды ғой, Құдай сақтасын. Тығылдық та қалдық, түк келмейді қолымыздан. Сонда бізге енді үйрету керек қой. Демек бізге ендігі жерде біз сонымен күресетін адамдарды тәрбиелеуіміз керек. Ұлттық қауіпсіздікті ойлайтын адам, ұрпақтың қауіпсіздігін ойлайтын адамдар тәрбиелеуіміз керек. Тығылып той жасай бермейді. Ол ойбай оған кеткен ақшаға сол аналарды оқытсайшы, ана не істейсің, ал мен ертең тағы соқса қайтесің. Ал бұдан жаман аурудың түрі шықса қайтесің. Адам өлейін деп жатқан адамға көмек қыла алмадық мысалы. Соған күресетін кәдімгі саналы түрде күресетін өзінің мамандарын, адамдарын тәрбиелеу керек қой бізге. Тамаша ал пікір. енді қонақжаймын деп шекараны ашып қойдық. Шетелден келген мен бір жыл Құдай-ау өтіп барады, зәрем кетті ғой бір аэропортта. Анау ағылып жатқан адамдар ауырып алып келсе не боламыз деп 10 жыл бұрын осыдан. Ал енді міне келді. Ал ол болмайды ғой. Қонақжайында орны бар дейсіз ғой. Шетел біздің біліп алған бақты қазақи гостеприимнен ұрады деп қойса дігіміз қалмай күтеміз. Біз шетелге бардық, сен қонақ үйіне түсесің өз қаржыңмен, буфетінен тамағыңды ішесің, бітті. Сен былай сыйлайды, ешкім саған міндетті емес, олардың ойында да жоқ. Сондықтан бізге де кішкене етек-жеңді жинап, қалқымау айналайындар, сол мына ұлттың ұрпақтың қауіпсіздігін ойлау керек. Ақылын ескерер деп ойлаймын, бізді көріп отырған көрермен. Телефон қоңырауы бар деп жатыр, қосып көрейік. Сәлеметсіз бе, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Амансыздар ма? Алматы облысы Қарасай ауданынан. Шамалған. Бәрекелді. Менің өз пікірімді қосайын деп едім. Мына қазақта обал деген сөз бар. Ал енді баяғыда не істейтінбіз, қазанға салған қапқа салмайды деп. Мен өзім жылына 2-3 рет міндетті түрде қонақ күтем. Оны наурызда, жаңа жылда, тағы да өзім туған күнімде. Сонда наурыз айында 1-ші наурыз көже беремін, міндетті түрде. Содан кейін екіншісі ет тамақ. Ет тамақ және де дастарханға жейтіндей нәрсе қоямын. Асып төгіп, бос орын деген ондай сөз жоқ. Онан кейін барып, тамақ ішіп болғаннан кейін асату деген бар ғой қазақта. Сол асатудан әркім өзінің табағына жеке-жеке салыңыздар деп салып, өз қолымен де салып беріп, соны ұзын сөздің қысқасы, не бар дастарханда? Ыдыстан басқасының бәрін алыңыздар деп сөйлеймін. Қазанға салған қапқа салынбайды дейді. Арнадым ба? Арнайы қонаққа деп. Сол қонақтар өздері жесе екен деп алып кетем. Алып кетсе екен деймін. Содан кейін бағанадан айтып отыр Байғали, өте жақсы пікіріне тоқта қосыламыз. Содан кейін менің бір әдетім бар. Мына көрші туысқанның тамағын еш уақытта қонаққа қоймаймын. Күріш, палау тамақ. Ол көршінің ұлттық тамағы, оны еш уақытта қонаққа қоймаймын. Өзіміз анда-санда бір айына 2 рет па, 3 рет па жеймін, жақсылап пісіргенде. Содан кейін жаңағы ана кісі айтып отыр, теле дәрігер жүргізетін кісі. Гүлжазира, теледәрігер апай. Иә, Гүлжазира. Рухани азықтандырам. Сол азықты рухани азықтандырам деп, сіздерге де арнып, соны кішкене ғана айтып берсем деп отырмын. Аздап қана сіздерге де арнап. Ән айтам дейсіз ба? Ой, апай, бізде деген уақыт шектеулі ғой. Осы фонда біз қонақтарымызға қосылайық. Рахмет пікіріңізге. Тамаша ән.
Иә, Гүлжазира, сіз жаңа бізде айтып едіңіз, мынандай рухани да қонақ шақырса болды, тамақпен тойдырсақ, сол столмен тойдырсақ болды деп Біз олай. неден бас тартуымыз керек? Фантазиямыз жетпейді дейсіз ғой ары қарай. Басқа жаңа шаршағаны бір бөлек, қонағына көңіл бөлмейтіні ол есептелмейді. Стол нормальный болды ма, жақсы болды ма, тойып кетті ма, болды, онда қонақтық жақсы өтті дейміз да. Айтыңыз, неден бас тартуымыз керек? Қонақ күту әдебі бар ғой Ысырапшылдықтан бас бізде. тарту керек, жарыспау керек, бәсекелестік деген бізді өлтіреді. Мынау даңғаз алып жаңағы бәлен салат, бәлен дүние тамақты әкеліп, ірітіп, шірітіп, оның қажеті жоқ. Дұрысы, дені дұрыс әңгіме айтатын адам азайып бара жатыр қазір. Қонаққа шақырсаң, үлкен кісілердің өзі ештеңе айта алмайды. Естеліктер бәлкім айтуы мүмкін, кішкене білімді, кішкене рухани дүниелерді қолға алу керек секілді. Мен осы қосылайын. Мына хабарың әдейі келдім. Мынау жұрт көрген жұрт ойлай шығар. Өгей қыз келіншектің ішіне байекең нағып отыр. Енді ақындар елдің мұңын... Астабақта әңгімесін айтайын деп келген жоқ. Мына халыққа айтатын бір сөзім бар, сол үшін келдім. Ал енді мына қыз келіншектер, айналайындар. Мені тыңдап отқан қыздарым, қарындастарым, келіндерім, апаларым, бәріңе қаратып айтатын бір сөзім бар менің. Мен де қазақтың баласымын, ауылда өстім. Мен де сіздер сияқтымын. Бізде жаңа қонақ келсе, үйіп төгіп, асып, жаңағыдай кетерді пакет салып бергенде жақсы көреміз, алып кетсе екен, қуалып ренжімесін деп. Жарайды ол дастарханды. Бірақ қайткенде дастарханды керемет қыламын деп біз қазір осы күні талғамай алатын болдық. Мысалы, әсіресе мынау сырттан келіп жатқан жеміс жидектерді. Сырт елдің өнімдерін аламыз. Әсіресе мына Қытайдың өнімдерін дейсің бе, тағы басқа сапасына қарамай аламыз, арзан болса болды. Ал енді осы күні қорқам мен мысалы. Базардан болсын, дүкеннен болсын тұрған нәрсені алуға. Оның қауіпсіздігі қаншалықты? Осын тексеріп жатқан адам бар ма? Мен үлкен қызметкерлерден сұрадым. Бәрін бірде тексере алмаймыз, мүмкіндігіміз жоқ дейді. Демек, не келіп жатқанын білмейсің. Жан-жағымызда анталаған елдер отыр. Саған қандай оймен жіберіп отыр, қалай жіберіп отыр, оны ойланбаймыз. Әкеліп, ана келгенді мына міне, ойбай Әйгерім мен Гүлназ мен жамандамай кетсін деп, әкелемізді анау жаңағы ванмандаринен тағысын әкеліп үйіп қоямыз. Еще салып береміз, үйің алып бар деп. Ол барып баласына жегізеді. Біз сонда біреудің бізге жіберген ауру бар ма, жоқ па білмейміз. Достығы бар ма, қастығы бар ма дастарханға не қойғанымызға мән беру керек деп отырсыз. Мән беру өз алдына. Ананы салып береміз, жегіземіз. Сондықтан мен сіздерге айтар тілегім. Біріміз қазақ атам бауырсағын қойған, етін қойған, шайын берген, қас қабағын берген, соған риза болған ғой. Бұны енді Гүлсанадан сұрайықшы аға. Мен аяқтайын, ойынды аяқтайын, шегелеп, халық қайтып отыр. Ең болмағанда сондай күдікті, жаңа бізге қауіптау деген нәрселерді жеміс жидекті азайтайық, дастарханға қоюды тоқтатайықшы жаным. Ағаның осы сөзін қорытындылайыншы, ғылыми зерттеу жүргізген ғой. Сол кезде адам өзінің тұратын жерінен 300 километр, яғни қашықтықтағы радиуста сол жерде өсетін, сол жерде өскен құс болсын, ет болсын, мал болсын, соның етін жеу керек. Және сол 300 километр радиуста өскен дүниені жеу керек екен. Ол сонда өзінің тұратын жеріне байланысты организміне сіңімді және пайдалы болады екен. Дәлелденген дүние дейді. Мұхиттың артынан барып, Жапонның сушиін алып ауырып отырғанымызда сондықтан өзіміздің жерімізде, елімізде өскен дүниені асқазанымыз ондайға икемделмеген ғой. Енді сіз дастарханға тікелей жауапты адамсыз, иә? Мысалы, сізге ақшасын берді, дастарханды жаю керек. Нені қоясыз жаңағыдай шектеу керек, көрінген нәрсені қоймау керек, дастарханды толтыру үшін деп жатыр ғой аға. Иә, ол дұрыс айтып отыр. Енді ағайдың сөзіне де қосылам. Ысырапшылдық болмас үшін мен жаңа ол кісілерге меню беріп қоям. Осы 3 салат, 3 ассорти деп. Бірақ таңдау еркі өзінде. Сол таңдау еркі өзінде болғаннан кейін мен мынаны алам деп ол кісілер таңдайды, сол бойынша мен жазамын. Мен сапаға қаншалықты мән бересіз? Сапаға өте жақсы мән беремін. 3 ассортидің өзі артықтау. Енді 3 ассорти болғанда да бізде жаңағыдай көп қылып ондай олай қоймаймыз, тек бізде енді европейский деп айтсам бір артықтау кеткен болар, енді өте көп емес, әсемдеп, сәндеп дегендей өз мөлшерімен барлығы. Артық бір жаңағы не дейміз, мына қызанақ, не жаңағы қиярдың өзі артық көп қала бермейді. Қай жақтан келіп жатқан ол өнім, оған басымдық бересіздер, иә? Басымдық береміз. Көбіне мен қай жерден алу керектен барлығын айтып жіберем. Мысалға жаңағы Европаның сырларын жасап жатыр ғой, оны да мына біздің өзімізде дайындайтын қыз-келіншектер бар. Мен сол кісілердің адресін берем. Иә, өзімізде дайындайды. Астанада сол кісілердің адресін берем, сол бойынша бәрін әкеліп қояды. Біріншіге сол салат, 5 бармақ, екіншіге сол бұрын көп
ысырапшылдық қылып тағы да анау мынау заказ бере беруші еді. Қазір менің өзімнің постоянный клиенттерім бар. Ол кісілер енді қазір екіншіге тек қана тәтті әдемі тортпен бір шай беруді бәрі қолдап азайтып келе жатыр. Сөйткен күнде де дастарханға қарап тұрып, жайып қойған нәрсеңізге мынау аздау ау дейтіндер бар шығар, иә? Жоқ, жақсы, бізде қазір шағын үзіліс, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Қазақ қонаққа ерекше ілтипатпен, аса құрметпен қараған қашанда. Дастарханды өз емес, өзгеге жасататындар да бар дейді. Қазір бізбен скайп байланысқа Айсұлу Әбдіқадырқызы шығып отыр. Қайырлы күн, Айсұлу ханым. Қайырлы күн. Жағдайыңыз жақсы ма, көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, бәрі жақсы. Айсұлу ханым, енді сіз қонақ күтуге қолыңыз тимей ме? Не себепті дастарханды тапсырыспен жасатасыз? Енді қазіргі жалпы біздің қазақ сонда ерте заманнан өзінің қонақ жайлығымен басқа ұлттардың арасында ерекшеленетін ұлт екеніміз барлығы бүкіл тіптен дүние жүзінде мойындайтын шығар қазіргі таңда. Ал қазіргі мынау өмір сүріп жатқан қауырт уақыт кездерінде әрине кейбір кездер күнде емес, кейбір кездерде тапсырыспен тағамды үйге заказ жасағанымыз өте тиімді болып деп ойлаймын. Себебі тыстан келген уақытта бір тамақ дайындауға уақыт болмайтын кездер болады. Сол кезде мен міндетті түрде тапсырыс берем. Тапсырыс беретіндім. Ал қонақ күткен кезде өзгелердің көмегіне жүгінесіз ғой, аспаздардың? Бола ма ондай жағдай? Болады. Иә. Ол кезде сізге қонақтарыңыз мысалға сын көзбен қарамай ма, неге өзі жасамады екен деген сияқты, енді қанша дегенмен қонаққа қолыңмен тағам ұсынған ол бөлек дүние ғой, өз қолыңмен жасаған. Қазіргі таңда меніңше деп ойлаймын, көз қарақты кісілердің, адамдардың барлығы да ондай тапсырыс үйлеріне күнде болмаса да мезгілдермен алып тұрады, сондықтан оны ешкімде осы уақытқа шейін сын айтқан жоқ. Керісінше тағамыңыз өте дәмді екен, қай жерден алдыңыз, инстаграм бересіз ба деген нәрселерді айтып жатады. Мен көбіне енді... Сондай кезде қалжыңдап өзім жасадым деп айтпайсыз ба? Ау! Өзім жасадым деп мақтанып қалмайсыз ба сондай кезде деймін? Ол өзім жасаған нәрсе ол білініп тұрады бәрімен де, бәрі бірде. Ал тапсырыспен болып тұратын нәрсе мен мойындаймын, айтам. Мен көбіне балық тағамдарына байланысты тапсырыс жасаймын, алам. Кейде палауды заказ берген кездеріміз болады, тапсырыспен істеткен кезіміз. Өте дәмді, өте уақыттың тиімділігіне байланысты, өте ұтымды дүние деп ойлаймын. Біздің қонақтарымыздың пікіріне қосыласыз ба? Бүгінгі күні тек қана сол ыдыс-аяқ, осындай дастарханның төңірегінде ғана қонақ жайлықты сол туралы әңгіме өрбіте аламыз ба? Әлде жаңағыдай рухани дүниелерді ұсыну керек дегенге қосыласыз ба? Дастархан біздің әсіресе қазақ ұлтының дастархан басында айтылатын әңгімелер қазіргі таңда міндетті түрде ұлт тәрбиеге байланысты, рухани тәрбиеге байланысты міндетті түрде айтылады. Ол ұстаздардың арасында әсіресе, әрине болады. Бірақ көбірек біз дастарханына баға беріп, еті піспеген екен, жаңағы тәттісі онша тәтті болмады деген сияқты әңгімелерді айтатынымызды мойындауымыз керек қой. Еті семіз емес екен деп. Иә. Қонаққа келген кісілер бетіне айтпағанмен сыртқа шығып айтатын кісілер болады. Бірақ бірен-саран болады. Ол барлық жерде адамның барлығы бірге емес, ол болатын дүние, мойындауымыз керек. Ол болған, бар ғой. Енді қонақ күту мәдениетінде өзіңізге ұнамайтын тұстары бар ма біздің жалпы қазақтың әуелден қанына сіңген? Ені өзгерту керек. Біздің мен ойлаймын, қонақ күткенде қазіргі жағдайда да дастарханға керек емес тағамның түрін көбейтіп жібердік. Сол жағы маған ұнамсыз, және де бостан-бос ысырап деп ойлаймын. Тіпті мынау салаттың түрі кейде қонаққа барған уақытта кейде өзімізде соны жасап қоямыз. Желінбейтін салаттың түрлері де салынып кетеді. Ал жалпы біздің қазақ ұлты бұрыннан қонақ жайымыз расында
бүкіл дүние жүзі мойындап тұрған дүние. Рахмет сізге. Рахмет Уақытыңызды сізге. бөліп, бізбен байланысқа шыққаныңызға рахмет айтамыз. Түймегүл қолын көтеріп отыр, не айтқыңыз келіп отыр? Біз айтамыз ғой, қонақ дейміз, қазіргі таңда мына уақыттың қалада ғана емес, ауылда да уақыт бізде тығыз. Өйткені бізде уақытпен тұрып сиыр сау керек, уақытпен шай, бала тәрбиесіне сабақ онлайн болып кетті, уақытты оған бөлесін. Содан кейін мысалы мен өз басым бір ғана үйдің шаруасымен ғана отырып қалмайым. Мен балдарыма білім берем. Бір күннің 24 тәуліктің ішінде киімдер тігеміз, мына үстімізде киімдерді өзіміз тігеміз, оған дизайн ойластырам, қандай матадан қалай тіксек екен. Одан кейін мен балалар массажы жасаймын. Ауылдың өзінде де табыс табуға болады. Жаңа ағаның сұрағына жауабы ғой. Басқа не істейсіз? Ауылда отырып ақша жоқ деген ол әңгіме емес. Мысалы, массаждан түскен ақшамды жинап мен тігінге салам. Тігіннен түскен ақшаны жаңағы өзіне бала шағамды киіндіруге, жолдасыма ол да көмек. Соның барлығын менің де уақытымен, мысалы, бір қонақтар звондап келетін қонақ болады, аяқ астынан келетін қонақты өзіміз күте береміз. Ал кейде болады, туысқандарымыз саған қонаққа барайық деп едік деген кезде мен ұялмай кәдімгідей уақытымды айтам. Пәлен күні, пәлен сағатта ғана боспын. Өйткені мен де ауылда отырған кезде записке жазам адамдарымды. Мына уақытта жарты сағатта мына адамды істеп бітем, бір сағатта мына адамды істеп бітем деген сияқты болады. Ал қонақ сол кезде мен запистегі адамдарды күтіп болғаннан кейін қыздарымен бірге жабыла қонақ күтуге дайындаламыз. Ал 7 күн бойы бет алды, жоқ қонақ күтеміз деу, ол біріншіден ысырапшылдық. Оған қаражат да керек, оған көңіл күй да керек, оған күш-жігер да керек. Түймегүлге бәрі жабылғаннан кейін, бала шағамның білімі қайда қалады? Бізге хабарласқан қайда қалады? Сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Сәлеметсіз. Қай жақтан? Мен енді уақыттарыңыз тығыз екен, айтайын, Алматыдамын. Менің айтайын дегенім, бәріңіздің де сөздеріңіз дұрыс, ысырапшылдық болмау керек деп айтамыз, бірақ ол жерде қалмау керек ол сөз. Бұл ниеттің ғана мәселесі емес, бұл бүкіл егемен қазақ деген, қаным деген қазақ барлардың мәселесі. Менің айтайын дегенім, қазір үйдің мәселесі. Мысалға, квартирада тұрамыз, көп этажда. Сондықтан да үйге жасауға, үлкен құда күту, қыз ұзату, үйлендіру дегенді бәріміз ресторан мен кафеде жасаймыз. Сол кезде бізде нағыз ысырапшылдық сол кезде басталады. Қараңыздар, біз бірінші холодный закуска дейміз. Біз неге холодный закусканы аламыз? Сіздер көздеріңізді ана асқазандарыңызға қараңыздаршы, алақанның үлкендігіндей ғана. Жоқ, біз оған тығамыз, анау не, мынау не деп шұқылап жеп. Одан кейін бізге жеп келеді. Басыменен. Етті жемейді ешкім, етті. Рәсуа, нағыз қазақтың құрметтейтін асын рәсуа қыламыз. Ол үшін басты береміз, батан аламыз, тәрелкеге саламыз, етті саламыз, қамырын саламыз. Содан кейін шұқылаймыз да, қойшы, мен жерім ауырып отырады деп ысырап саламыз. Ал оны ешкім жемейді. Одан кейін оны официант алып кетеді, аппаратта мусорный бакке салады. Мен сұраймын қыздар, осы қайыққа барады? Малға жоқ, мал да жемейді қазір дейді. Апарып ана контейнерге төгеміз дейді. Мен айтамын, әлемнің жарығы. Одан кейін сосын ресторанның бизнесі, порционный рыбасы бар, күріші бар келеді. Біздің атам қазақ жемеген зат. Ал енді соны мысалға сіздер журналистер қолға алу керек. Біз үйде айтып отырмыз ғой міне. Сіздердің нететін ол көтеретін мәселе. Ресторанда бірінші барғанда бірінші етін берсін. Ал енді одан кейін обязательно асаба болу керек. Бірақ анадай асаба емес. Көріп жүрген фонограммамен ойлап айтатын қырылдақ дауыстарменен. Кәдімгі нағыз қазақтың дәстүрін айтатын. Кейінгі қазақ балалары орысша сөйлейді мектепте. Мен мына немерелерім бәрі орысша сөйлейді, қазақ мектепке барса да уже шаршадым. Ал енді олар көзбен көрсе, сол миға кіріп қалады. Қазақтың дәстүрін айтатын кім? Қазір көпшілікте асаба. Қазақтың өлеңін жіберетін кім? Асаба. Ол неге жоқ? Олар келеді да, ет жеп болғаннан кейін тасқылдатып тұрып, ана 50 грамм ішіп алған қазағыңды селкілдетіп тұрып билеп, елгі мазақ кемпірің да билейді, қызың да билейді, жалаңаш жүрген құйрықты бұйрағында. Айтып тастадық апа. Рахмет сізге, ішіңіз толық қапты ғой. Сосын қонақ келгенде, біраз күлдіріп те алдыңыз, иә. Қонақ келгенде біз өсек аян, ананы жамандап, мынаны жамандағаннан гөрі, мысалы, бала тәрбиесі туралы айтамыз. Болмаса, басқа да сенде қандай жетістіктер болып жатыр. Мысалы, ағайын туысқанмен біз күнде бара бермейміз ғой, жетістікке жетіп жатқаны бар, өздерінің үлкен бизнес ашып жатқандары бар. Пікір алмасамыз,
пікір таласамыз. Иә, онлайн сабақтың кем кетіктерін де айтатын шығарсыздар арасында. Балдарымыздың өнерін, егер білмей жатқан жерлеріміз болса, соларды сұраймыз. Енді ортақ сұрақ барлықтарыңызға. Қонақ күтудегі мәдениеттен, мысалы, нені қалдыруымыз керек, нені алуымыз керек? Біздер өзіміздің өмірімізді мына қонақжай боламыз деп қиындатып жібердік та, әсіресе қыз келіншектер. Ер адам не ол, ассалаумағалейкум деп қонағын шақырып бірге отыра береді, иә. Біз жаңа салт дәстүрден де қалмаймыз, шілдеханасы бар, бесікке салу бар, бір жасқа толды, ойбай сүндетке отырғызамыз. Оның барлығы дұрыс, бірақ мөлшерімен гүрілдетіп ресторанға, мейрамханаға жинаудың қажеті жоқ, гүрілдетіп толтырып тамақ берудің қажеті жоқ. Өмірімізді қиындатып жібердік. Мысалы, кейбір келіншектер бар, жаңа сіз сияқты. Қонақ күтеді, абысының үйіне барады, ана ағасының үйіне барады, одан ертең өзінің сіңілісінің үйіне, ойбай құдағайға барып көмектес. Өмірдің барлығы әр үйде қонақ күтіп, қызмет жасаумен өтіп жатыр да. Өзімізге көңіл бөлуге уақыт болмай жатыр. Өзіміздің өмірімізді қиындатып жібердік. Ана құдағайға сырға алу керек, кит алу керек, сыйлығын үйіп төгуіміз керек. Бүкіл өмірімізді, салт дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Бірақ шамадан тыс өзімізге иығымызға жүк салмақты артып шаршап жүрміз. Ең маңыздысы не сонда? Өзімізге көңіл бөлуіміз керек? Өзімізге көңіл бөлуіміз керек. Қонақты да аста уақытпен төк дастархан шақырып, қонақты күте берудің қажеті жоқ. Шын айтайын. Жоқ, ол өзі азайту керек. Өзі қонаққа жүре беру, қолы бос істейтін ісі жоқ адам барады. Өзі қонақты атам қазақ бөлген ғой. Арнайы қонақ дейді, әдейі шақырылған қонақ, ретімен, жөнімен. Құдайы қонақ ол енді далада келатқан, жүдеп жадап келатқан адам, оған қарсы алып, құрмет сауап дейді. Қыдырма қонақ дейді, туысын іздеп қыдырып келген қонақты айтады. Қаңғыма қонақ болған. Ертаңғы тамақ іздеп келеді. Сол секілді бізге де қазіргі заманда кішкене ол айтуы бар екен, қонақ екен деп ол көбейте берген. Конфуций айтқан ғой, өмір деген қарапайым нәрсе, оны қиындататын өзіміз дейді. Сол секілді бұның бәрін ретке Баянғали аға, енді сіз міне пайғамбар жасынан асып отырсыз, иә? Талай сізді құрметтеп, құдалыққа да қосып жатады, иә? Анда да, мында да барасыз ғой төрлеріне. Осы әңгімені айтасыз сол жерде. Мынаны алып кетіңдер, мынау ысырапшылдық, мыналарың не деген сияқты. Жоқ, ол әдепсіздік болады. Мен айта алмаймын. Мен Түймегүлдің үйіне барып отырып, мысалы, мынауың бүйт, мынауың сөйт деп айтсам, менікі көргенсіздік болады, тәрбиесіздік. Ал енді сол оны мен айтумен ештеңе жөндемейсің де жаңа. Қалыптасып кетті, жаңа киіт не деп қалдыңыздар ғой? Ай, Құдай-ау, ақылыма сыймайды енді. Ана кезекші шапандарды айтсаңызшы, ешкім кимейді, ешкімге керегі жоқ нәрселер сатып аламыз да, бердім деп, оны сасытып еще бір кездегі Қытайдың товарларын бердік қой, Алла, иісі мүңкіп кетеді. Ананы тастап кетті ғой, ұяласың, болмайды. Қысқа айтқанда сол. Ұят құртып жатыр бізді, аға. Жоқ, енді қалай мен сен үйіңе барамын, сен маған бір сасық нені бересің, мен саған қалай, сен маған келесің, мен саған берем. Қалай лақтырып кетесің? Ұят енді. Аға, сондықтан өзімізден бастау керек қой, дұрыс па? Енді ол тіпті ұлт болып келісіп айналайын, осы сен маған түк бермей ақ қой, мен саған түк бермеймін. Осы мына жүрегің нұрын берсең, ықылас шын ниетімен сыйласаң, соған ризамын деген керемет нәрсе ғой. Сондықтан бұл өте қалай айтам, Шакьямуни деген Будда ғой енді. Сол отырып былай шәкірттермен отырғанда бір күні бүйтіп қолымен былай көрсетті дейді, сөйлемей. Осының мағынасы дейді, біреу таба алмаған, тағы бір шәкірті бар екен, сол айтты дейді. Это от души к душе, от сердца к сердцу деген. Мына жерде шын ниетіңмен ықылас беріп, шын ниетіңмен сыйлағаннан кейін одан артық саған не керек? Мәшһүр Жүсіп атамыз жарықта бір байдың үйіне қонаққа барыпты. Содан анау қой сойып күтеді бір кісіге. Сосын енді ойлайды, өзі ғалым, ғалама, этнограф, Мәшһүр Жүсіпті бәрің білесің ғой енді, әлемдік тұлға ғой енді. Сол кісі жарықтық бата бер дегенде тәңір жарылғасын Аллах бар депті. Сосын бай ойлапты, мынау менің қойыма көңіл толмай қалды ғой. Маған енді ол қысқа бата берген несі? Ол қазір өлеңді өтіп бір шұбыртады деп ойлаған ғой. Тай сойып күтіп ертеңіне. Енді береді шығар батаны десе, тауфиқ берсін Құдай саған Аллах бар депті. Асылық қып тұрсын деген. Сосын мағынасын сұрапты. Ата, мен кеше қой сойдым, бүгін бұлай дедіңіз деген. Қарағым ау. Бір кісіге тай соятындай басыңа не күн туды? Сен асылық қып тұрсың, саған тауфиқ берсін деп бата бердім. Ал енді кеше қыласымен күттің қой сойып, мен саған тәңір жарылғасын деп бата бердім. Жаратушы Құдай жарылғаса саған одан артық не керек деп айттым. Тамаша. Сондықтан осы бір сөзің түйіні. Рахмет аға. Бізге тағы бір көрерменіміз бар, хабарласып жатқан. Қосып көрейік. Қайырлы күн. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Алло, Қарағандыдан хабарласып тұрмын, атым Зәуреш.
Мен көп жыл мектепте завуч болып істедім, сонда мұғалімдер қалжырап отырады осы сабақта. Сосын неге тұрып жүрмейсіңдер, ана орыс мұғалімдер сияқты дегенде айтады. Қонақ күтіп қалжырап отырмыз. Кеше сол тойға барып едім, содан қалжырап отырмын. Содан көбіне тұруға шамалар келмейді, быт-шыт болып отырады ғой мұғалімдер. Бұның білім сапасына көп әсері бар. Бұл көтеріліп отырған тақырып өте өзекті тақырып. Білім сапасын төмен түсіріп, осыны ата-аналар да біледі. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен Германияда көп болам, балам тұрады. Сонда қонақ шақырғанын көремін. Шайға шақырса, шайға конфет қояды. Бір конфет қана тұрады, бітті шаймен. Енді мен тағы да печенье бірдеңелерді апара жатсам, жоқ, ол болмайды бұл жақта дейді. Ол өзі қонақ күтудің өзінің мәдениеті. Жаңағы қаттатып қойғанның өзі сондай төмен саналады ол жақта. Сосын званый ужин дейді, мынау арнайы қонақ шығар мүмкін аудармасы. Соған шақырған кезде бір ыстық тамақ қояды. Бір ыстық тамақ. Мысалы, плов болса, енді күріш береді, жаңағы етпен. Сондай бір ыстық тамақ, немесе тушеный картошка. Бітті, бірақ ыстық тамақ болады, бірақ салат болады. Міне осылай қояды. Ал енді диплом жуғандарына бардым, жаңағындай тағы басқа қонақтарына бардым. Ол көбі мынау СНГ-ден барған ұлттар, менің көбіне баратыным. Солармен араласады ғой енді өзі. Сонда жаңағылардың бәрі жаңағы американдықтан айтқандай, Америкада тұратын жаңағы келіншектің айтқандай, бәрі өз тамағын ала келді. Кім жақсы тамақ жасайды, звондап келісіп қояды. Сен плов әкелесің бе, қайталанбас үшін. Сен тағы не әкелесің, әркім біреу торт әкеледі. Сонда әркім өз пісіретін тамағын алып. Жайнап жүреді дейсіз ғой. Сол қаптап тұрды, жаңағы тамақ столдың үстінде қаптап тұрды. Сосын бәрі одноразовый тарелкадан өздері салып жеп, түрегеп жүр. Бізде қақиып, бір жерде қақиып отырмайды. Печенье керемет жаңағы жерде. Түрегеп жүріп, кім тұрғысы келеді, отырғысы келеді, денсаулыққа да жақсы. Ешкім шаршаған да жоқ. Жаңағы диплом жуған адам ешқандай тамақ да жасаған жоқ. Мүлдем қонақ күтпеген адам сияқты. Ол шындығында той болды. Өзінің үйін арендаға беріп отырған ғой. Ешқашан бай болған емес қазақ. Сол қазақты құртатын осы қонақ жайлық асып кеткен тым, бұл күлкіге айналды уже. Бұны тоқтату керек. Осы көтерген мәселелеріңіздің өзектілігіне мен сондай ырза болдым. Рахмет сіздерге. Шетелдіктер біліп алған қазіргі. Қазақтар керемет қонақ жайды мақтап келеді, бітті ғой, соның бәрі расхотын көтеріп, шашылып, шабылып, шапанын кигізіп, алтынмен аптап, жеке адам емес. Біз мемлекеттік масштабта солай болдық қой. Бұлар мақтап бізді қатырып отыр мысалы. Сондықтан ол етек жеңіміз жиятын, кішкене уақыт келді дейсіз. Бір қонақ келсе, ырыс несібесін бірге алып келеді деп жатады. Тамағын айтып жатыр, Гүлжазира, сіз бағдарламаңызда теледәрігер деп көрермендер танып жатыр ғой. Дұрыс тамақтану әдебі, дастарханға бір-екі ақ тамақты қойып ақ. Жаңа апам айтты ғой, адамның асқазаны алақанымен бірдей деп. Осыған сиятындай бізге келген жаңа эндокринолог болсын, гастроэнтеролог. Мына жері ет, қызыл, мына жері жасыл жаңа көкөніс. Мына жерде жаңа күріш немесе қарақұмық дейді. Сосын кішкене нан, қара нан болды. Осыған шынымен тоясың ғой. Ол біздің адамның көзі тоймайды. Ана столға толтыра беру, көзі тоймағаннан кейін толтыра береді да, жыпырлатып салаттарды қойып. Бір тарелка қиярмен жаңа қызанақты турада қой. Көзіңде тояды, өзіңде тоясың. Ал, енді Гүлжазира, өзің соны ұстанасың ғой. Өзім мен шын айтайын, мен енем Атырауда тұрады ғой. Маған келгенде ұрсып кетеді, ол үлкен кісі ғой. Қой, сендердің Астананың қонақ күткен дұрыс емес, дұрыс қоймайсыңдар. О жақта енді 2 ыстық тамақ, 5 түрлі салат, тәттінің де түрі, қаймағы, тары талқаны бәрі толып тұрады ғой. Мен айтам, апа мен шаршамаймын. Осы етті жесін, одан кейін пісірген тортымды берем, соған риза. Мен де риза, олар да риза. Сосын айналып келіп жүреді. Бірдеңе турасайын ба, мүмкін манты жасап береміз. Айналшақтап, дастарханыңдағы жете ме, тоя ма деп ол кісілер уайымдайды ғой. Сіз енді өзгенің дастарханын жайнатып жүресіз. Өзіңіз қаншалықты қонақ күтесіз? Мүмкін қонақ күтпейтін шығарсыз. Сол аралықта уақыт таппайтын шығарсыз деп. Мен қонақ күткенді өз басым, өз жеке басым жақсы көрем. Енді мен өйткені қонақ күтетін менің өзімнің туысқандарым, таныстарым, достарым, олардың барлығы жаңа бізде сенбі, жексенбі дейді ғой, сол күндері көбінесе мен жұмыста болам, олар болмайды. Но негізі, бірақ арасында өзім қонақ күткенді жақсы көрем. Қонақ күтем, көршілерімді шақырам, көршімді міндетті түрде шақырам. Жаңағы үлкендердің арасында өстік, Қызылорда облысының адамы менде ол жақта енді қонақты күтеді, жаңа көршімен дос болады дейді. Сол ол кісілер де солай, сосын арасында жаңа шелпегімізді де көршілерімізге таратып. Ағайындардан көршілермен жақын шығарсыз? Иә, көршілермен жақынмын.
Түймегүл, енді сіз бүгінгі әңгімеден не түйдіңіз деп па? Енді Шымкент жаққа көп тиісіп жатты. Енді жалпы оңтүстік өңір, кез келген Баянғали ағамыз айтқандай, қазақтың кең даласы қай өңірі болса да қонақты құшақ жая қарсы алған. Ал ысырапшылдыққа біз сол туралы әңгіме айтып отырмыз, қазір? Мен өз басым, енді ата-енемен тұрам ғой. Енем менде көбінесе дастарханды толтырайық, көбірек қояйық, қият болады деген сөздер айтады. Мен өзім, мысалы, қонақтарды үлкен кісілер келсе, дастарханды көбірек қоямыз. Алыстан келген қонақтарға, абысын ажындарға дастарханды қарапайым болуға тырысамын. Өйткені аса ысырапшылдық бар, уақыттың үнемдігі бар, уақыт бар кететін. Сонымен ойластырып дастарханға жерінетін тағам түрлері, салаттың түрлері, сосын жаңағы өзім пісіретін уақытым тиетін, қолым жететіндей, уақытым тиетіндей нәрселерді ғана пісірем. Ал бұлай дастарханды толтыру керек, ананы қою керек, бағанағы басылып қалды сіздің әңгімеңіз. Басқаша басталып жаңадан құдалар келген кезде біз міндетті түрде дастархан толтырамыз. Неге? Ол дұрыс. Біз жақта солай, білмеймін неге екен бізде солай айтады. Баянғали ағалар айтады, айта алмаймыз дейді, ұят болады. Үлкен кісілерге айта алмаймыз, енеміз бар, одан үстіне қарайтын үлкен әжелеріміз бар, апаларымыз бар. Қадағалап тұра ма сонда дастархан? Иә, дастархан, сосын дастарханды жасап болған кейін біз айтамыз, дастархан көререс па, қай жеріне кем кетігі бар, айт жерес па деп міндетті түрде ол сұраймыз. 2 кісі келсе, менің зайыбым Әлия, Нұрланның мамасы. 3 кісі келсе, 10 кісінің етін асады. Біз де солаймыз. Міндетті түрде сұраймыз. Ол ауызбен айтамыз, қонақ келгесін ұялмайық. Бәріміз сондықтан ол мүмкін өзінің несіне екен. Мен де айтам, отағасына әкеле беру. 10 адамға дейін жетеді. Сыйғызамыз, 3 адам сыйған жерге 10 адам сыйған. Ең бастысы көңілмен күтіп алу ғой. Енді бағдарламамыздың қорытындылайтын уақыты кеп қалды, аға. Сонымен қонақ күткен кезде неден бас тартуымыз керек? Қазақтың қонақжайлылығы, пейілінің кеңдігі, қазақтың дастарханы киелі, қасиетті. Бірақ соны біз кішкене шектен шықпау керек, шектен шықпайық, енді сол ғана айтарым мен. Сырап дегенден қашу керек, ықылас пейіл қашанда қазақтың дұрыс қой. Сосын, енді мына заман басқа болып баратқанын біз ойлауымыз керек. Бір-бірімізге деген ықылас ниетіміз, көңіліміз таза болса, ең бастысы сол деп білемін. Гүлжазира, жақынды жаңағы алшақтататын да, алыстағылар жақындататын да дастархан ғой. Сондықтан сол екі баланс ұстап тұрсақ, мен де көршілермен араласам, достарым бар. Қалада тұратындар бір-бірін көрмейді, таңнан кешке дейін жұмыста жүреді, бір-бірін танымайды, бірлесі келмейді дегендерге қосылмаймын. Бізде араласамыз, құраласамыз, бірақ бәрі өзінің ретімен, жөнімен, шаршамай, шалдықпай, келіндерді шаршатпай, енелер жұмсай бермей, жаңағы әркім мәнді сәнді өзіміз өмір сүрсек, мақтаншақтыққа келіспеймін, дарақылыққа, Баянғали ағаға қосылам ғой енді. Бізді мақтай берсе жүгіре береміз ғой. Гүлсана, сіз енді қалай тізгіндейсіз өзіңізге? Тапсырыс беріп тұрған мысалға біз сияқты ханымдар ғой, үйге шақырып, соларды мысалға мынауың аздау, мынауың көптеу деген кезде сіздер аспаз ретінде жалпы қандай да бір өзіңіздің тәсіліңіз бар ма? Осы дүние дұрыс болады деген сияқты. Енді қонақ келсе құт болады деп жатамыз ғой, енді бірақ енді қонақты шақырған ол дұрыс. Ол үйге береке келеді, ырыс келеді деп жатамыз. Сосын жаңағыдай ысырапшылдыққа жол бермеу керек. Ол үшін біздер бармыз, барлығын айтып отырамыз. Мынау калькуляция жасаймыз. 10 адамға, 10 адамға мен шақтап қоям. Кейде 12 адам деген кезде мен ол кезде уже кішкене қосын құраймыз. Осылай 12 адам болса, соған мен қосам. Сондықтан сіз 10 адам ба, 10 адамға деп. Мен соның барлығына калькуляция жасап беремін. Сосын осы мына карантин болғаннан кейін карантиннің жағдайларын барлығын қарастыру керек. Енді қазір көп құда күткенде де жаңағы бет ашып жатқанда да көбіне жаңағы сол 30 адамнан ары қарай аспайды. Өзі 10, 15, 20 сол тек қана жақындарымен ғана жасап жатыр. Бәрібір осы карантин өзгеріс енгізді, иә? Қазақтың қонақ тәсіліне де. Сіздер де шаршамайсыздар, иә? Біз шаршамаймыз. Егенде шынымды айтсам, енді өзім сол қонақты күткеннен, сосын ол жаңағы дастарханды тек қана дәмді ғана дайындап бергеннен емес, оны сәндеп, әдемілеп беру. Жақсы, рахмет. Қонақ асыңа емес, қабақ қасыңа риза. Қонақтың алтынын алма, батасын ал дейді. Қонақ күтудің де мәні мен сәні болады. Соны ұмытпайық ағайын. Аман болыңыздар. Ертең эфирде жүздескенше. Ал, енді қонаққа деңізді.